Қазақстанда Алматыда ең бірінші гей-клуб 95 жылы ашылған екен. Заманбек атамыздың туған немересінде осы жақта. Салтанаттың бауыры Айтым Нүкеновке қатысты да, оны Рахмош Ақбаевтың нақсүйері деді, өйтті әртүрлі. Никанет деген трансгендер, ол енді жынысын ауыстырды. Енді сол USAID соны да біздің проект деп келтірді. Сіз мәдениет министрі болсаңыз, бірінші нені сүйсіз? 12 жастағы қыздар тіпті өздерінің сүйісіп отырған видеосын да жіберді. Үкіметтің бір J-Lo-дің көтіне және содан түсетін ақшаға қарап қалған жөні жоқ еді ғой. Шаңырақтың суретін салып қойған, Шымкент транс қала деп қойған, транс Астана деп қойған. Арма көрермен, эфирде Дүрбі сұхбат алаңы. Бүгін бізде қазақтың күрескер қызы Бағила Балтабаева қонақта. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы харизмаңыз ұрып тұрады. Билердің алқасында кәдімгідей шешендік сөздер төгіп айтып жатасыз. Сіздің пікірлеріңізге тәнті болып жатқан оқырмандар көбінесе мына комментарийді көп жазады екен. Бағиламыз мәдениет министр болу әбден лайықты, алдағы уақытта қолдау керек, ұсыныс керек, министр болу керек деген әңгімені сізге көп жерге жазып кетеді екен. Көп жазады. Сіз мәдениет министр болсаңыз, бірінші нені сүйсіз? Енді ол екі талай емес, ол болмайды, оны мен білемін. Енді бірақ бір Алланың қолында ғой. Бірақ егер дәл сондай құзырет болса, мысалы мәдениет министрлігінің қолында біраз дүние бар ғой. Ең бірінші әрине мынау телевидение, мынау жаңағы әлеуметтік желі, сахна. Міне осылардан. Өйткені идеология неден қалыптасады? Идеология көру, есту қабілетін. Көру, есту жағынан нені көріп жатырмыз, нені тыңдап жатырмыз, соның барлығы былайша айтқанда үлкен адамдарға мейлі ол қалыптасқан кісілер, ал мына жас ұрпақтардың енді қалыптасып келе жатқан, былайша айтқанда фундаментте енді қалыптасып келе жатқан балаларға нені көрді, нені естіді, көшеде нені көрді, мына жақтан нені көрді, соның барлығы былайша айтқанда в комплексе бір өзіндік бір әлемді қалыптастырады. Яғни қазір жаман жаңағы өтте жүрегімді қынжылтатын дүние, қалаулым деген тағы ол қалаулымдан басқа тағы 3-4 шығып кетіпті. Аттарын да білмеймін. Қосылайық, бір болайық, тағы бірдеңе деген сияқты. Сондай өте төмен рухани жаңағы жеркенішті дүниелердің барлығын кәдімгідей экранға шығарып қойып, оны тағы да 3-4 сағаттан, таңғы сағат қаншадан 9-10-нан бастап кешкі сағат 6-ға дейін, күніне 6 сағат деді ма, болып жатыр екен. Міне сол дүниеге біздің жастар да кетіп жатыр, біздің үлкен әжелеріміз де, бес тербетіп ертегі айтып отыратын әжелеріміз де сол дүниеге кіріп кетті. Міне қасіреттің бір жағы тағы да. Яғни экранды түзеу керек, мынау әлеуметтік желіні түзеу керек, түзейтін нәрсе көп. Өзбекәлі ағамыз не істеп кетті мысалы? Өзіңіз ойлаңызшы, мен сол Өзбекәлі аға, енді былайша айтқанда менің тұлға кумир дейді ғой, мен енді ол кісінің фанатымын. Дәл ол кісі сияқты жоқ болмайды да, бірақ ең болмаса сол кісіге ұқсайтын бір кісілер болса ғой деп ойлаймын. Ең болмаса сол кісінің бір істегенінің бір 10-нан 1 бөлігін істейтін болса қазір, соның өзі біразына азғындыққа тежеу болатын еді. Бірақ өкінішке орай, білмеймін, осы уақытқа дейін жаңағы Дәурен Абаевтың кезінде өздеріңіз білесіздер, сахнада не болды? Сахнада Даня Милохин деген трансвестит келді, концерт қойды. Жаңағы Светлана Лобода, Филипп Киркоров, колготки мен лосинамен келіп, ол келіп концерт қойып жатты мысалы. Жан-жақта білгенін істеп жатты. Қалай берсе түсірген кинолардың өздері масқара. Сырттан келіп жатқан дүниені біз тоқтатумен әлек болып жүрсек, біз өзіміздің ішімізде болып жатқан дүние қаншама. Сондықтан бірінші әуелі ішіміздегі дүниені тоқтатып, одан кейін сырттан келетін дүниеге бәрібір жаңағы цензура қою керек. Концертке мысалы әнші келетін болса, ертең міне Дженнифер Лопес келе жатыр,
мен қарсымын мысалы. Ертең келет ол, менде бір видеоны сақтап қойдым. Ол Дженнифер Лопестің билеті үшін тикет оның сервері істен шығып кетті ғой бұл. Міне біздің қоғамның ел былай қарап тұрсаңыз ашпыш жалаңашпыш деп 600 мыңға билет алды, иә? Иә, билет енді билетті алатын платформаны істен шығарып жіберіп жатыр ғой. Алып үлгеріп, анау беріп үлгермей жатыр, сатып үлгермей жатыр. Енді қараңыз, бұл ненің көрсеткіші? Дәл осы мезетте бұл ненің көрсеткіші деп ойлайсыз? Бұл көтке табыну деп ойлаймын. Бұл рухани азғындап, рухани деңгейіміздің сол деңгейде екенін көрсеткіші. Және ол мен премьер-министрдің аузынан айтылатын сөз бе еді деп деу намыстана. Бұл жерде яғни ол жаңа Мәлік Хасенов барып үкіметтің алдында қорғады ғой. Жейло келатыр, керемет көтен келатыр, бәріміз көріп қалайық, бүткіл осы арқылы 6,5 миллиард деп, бүткіл миллиондап налог салық түседі деді. Осы жердегі мен сұмдық бұл парадокс та, яғни үкіметтің бір жейлойдың көтіне және содан түсетін ақшаға қарап қалған жөні жоқ еді ғой. Әлбетте. Тіпті дәл сондай концерттен дәл сондай ақша тапқысы келсе, өзіміздің Құдайдың бере салған, қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызы Димаш Құдайбергеніміз бар. Сол Димаш Құдайбергеннің 2-3 концертін қойсын. Тіпті 10 қойса 10 рет келеді. Бүкіл әлемнен 10 концерт болатын болса, сол бір жанкүйері Испаниядан, Италиядан, Қытайдан, жердің түкпір-түкпірінен 10 рет келетін жанкүйерлері бар. Сол бір Димаш Құдайбергеніміз бізге асып-тасып жеткілікті еді. Дәл сол Дженнифер Лопес емес. Ал енді жаңағы бүкіл жаңағы несінің бәрін ашып-шашып, былайша айтқанда жаңағы артымен үйкелесіп тұрған әншіні жасы келген, былайша айтқанда егде жасқа келіп жақындап келе жатқан адам ғой, ол батыстың былайша айтқанда жанып тұрған жұлдыз емес, жалпы жанып тұрған жұлдызы болса да, неге біз оны сондай биік деңгейге көтеріп жүргенімізді мен мүлдем түсінбеймін, және мен оған қарсымын. Қарсылығымды мен оны мәдениет министрлігін белгілеп жазып отырмын, сторисқа да салып отырмын. Дәл осы Дженнифер Лопес болсын, басқасы болсын, осындай жаңағы батыстың өзіндік қисық санасымен, өзіндік қисық мәдениетімен жүрген адамдар жүре берсін, бірақ біз ол жақты бері қарай тартуымыз керек. Баратын адам осы жерден де дәл жаңа 600 мың теңгеге билет алды деген бір не шықты ғой. Дәл сондай билетті 600 миллионға алама, 600 мың теңгеге алама, ондай алатын жағдай бар екен, барсында көре берсін. Дубайда болып жатыр, басқада болып жатыр. Күні кеше Дубайда болып кетті. Барсын сол жаққа. Неге ол біздің мемлекетке соншама оны бір тегі пір тұтып, соншама жарнамалап, оны бүкіл жақта жариялап жатқанына шынымды айтсам мен ашуым келді. Оның орнына Димаш Құдайбергеннің бір концерті болсыншы, сол жеткілікті. Ал егер 2-3 концерт беретін болса, оны жаңағы асып өтеді. Сондықтан мен осыған қарсымын. Міне осындай дүниенің барлығын негізі тоқтатуға негізі шамамыз жетеді ғой. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, министр болса не істейтін ем дейді. Міне министр болса, министрдің бірінші жұмысы мәдениет министрі болғаннан кейін осы мемлекеттегі бірінші мәдениетімізді көтеру ғой. Өзіміздің мәдениет, ол сырттық жаңа Қытай болсын, орысы болсын, ағылшыны болсын, басқасы емес. Біз өзіміздің мәдениетімізді көтеріп алайықшы бірінші. Өзіміздің мәдениетіміз қазір былайша айтқанда қарап отырып еңіреп жылайтын жағдайға жеттік. Бетіміз күліп отырғанымен біз қазір бұндай дүниенің ар жағын түсінетін, төркінін түсінетін адамдардың барлығы жүрегі жылап отыр. Бір нәрсені көрдіңіз бе? Парақшаңызда 5 адам болса да, мына дүние, мынау не сұмдық. Мына телевизордан қазір мынаны көрсетті. Болмаса мына кітапты мына жерде былай деп жазылып тұр екен. Мынау не сұмдық деп видеоға түсіріңіз, суретке түсіріңіз, белгілеңіз де жазып қойыңыз. Сіз оны дұрыс емес нәрсені, сіздің көз қарасыңызға дұрыс емес нәрсені жазып, оны сіз жаңағы пост қылып шығарғаннан сізді ешкім ол үшін жазаламайды. Өйткені сіз мысалы жаңағы өзіміздің қазақ тілінде өзіміздің қазақ актерлар ойнап жатқан бір анай сөзбен түскен бір киноны көріп отырып құлағың түріліп отырса, мысалы ашуың келетіндей, мынау не сұмдық дейтіндей жағдайға келсе, түсіріп алыңыз да парақшаға салыңыз.
мысалы біреу болмаса біреу керек. Мен мысалы сондайды көрсем, мен іліп алып кетемін. Жалпы сіз елге таныла бастағаныңыз, біз сізді біле бастағанымыз, билер алқасының алдында тұрып сіз адуын сөздер айттыңыз. Сол сөздеріңіз көбірек тарады. Сосын кәдімгідей кішкене елдің назарына іліктіңіз. Оған дейін сіз қатты Оған дейін де негізі. Оған дейін де жүрдіңіз, бірақ дәл ондай көзге түсе қойған жоқ едіңіз. Осы билер алқасы құрылтайларыңыз не шеше алады? Сізде соның ішіне би ретінде тағайындап кәдімгі қолпаштап жатыр. Жоқ. Ана жерде тағайын сіз сөйлеп жатқан кезде айтады ғой, сізде уже міне ер деп ол ана табиғат Әлібек мырза айтып жатыр. Енді ол өзінің айтқаны ғой, бұдан былай ер тұрғыл деп жаңағы айтамыз деп, ер деп жаңағы тек қана ерді айтпайды, жаңағы ерлікке барған әйелді айтады дегенге келтіріп айтты ғой. Енді ол би болып, әйел еш уақытта би болмайды. Би болмаған да, және де би болмаймыз да. Ол жерде менің ашуланып, енді толық версиясын, толық нұсқасын көрсеңіз, 19-20 минут сөйлеген ол жерде. Енді айтайын дегенім ол жерде қалай, не үшін олай айтылды. Былайша айтқанда ол енді ананың ашуға жаңағы қалай айтсам болады, ашынған ананың жан айқайы деп айтсақ дұрысырақ шығар. Өйткені сол 2-ші жыл, 3-ші жыл. Енді қараңыз, жылда айтылады, бірақ мысалы мынау жасалды. Енді отчет болу керек қой, мысалы. Міне былтыр біз мына заңға қарсы шықтық, мына наркотикқа қарсы шықтық. Болмаса мына жерде біз мына мәселені көтеріп, мынандай араққа қарсы заң шығардық, темекіге қарсы заң шығардық. Болмаса сол жаңа бір жынысты ЛГБТ-ларға қатысты деп сондай бір дүниелер отчет деген болу керек. Мысалы енді сіз би деп айттыңыз, яғни осылай ананы айттық, мынаны айттық. Билер құрылтайында деп осы соңғы күздегі сөзіңізді айтасыз. Келесі 8-ші наурыз, 8-ші сәуірде бағанағы ЛГБТ-лар бас құрады, және олар жердің бетіне шығады. Сол кезде сіздердің орындарыңызды сипап қалмайық деп ескерттіңіз. Қалай болды осы соңғы 8-ші наурызда, 8-ші сәуірде өтті ғой? Биылғы 8-ші билер төбе көрсетті ме қасыңызда? Билер алқасы ол төбе көрсеткен кезде дәл мына екі неде де болған жоқ. Мына семинар болсын, құрылтай болсын. Ал митингтерінде де енді сырттай барып қайтқан шығар, білмеймін. Сіз жалғыз күресіп жүрсіз әлі? Енді жалғыз деген кезде не істейміз енді? Жалғыз деп мен айтпаймын, мен жалғыз емеспін. Бәрібір мен төбемде Құдай бар, одан кейін халық бар. Ол тек қана санаулы бір 10-20 адам болмаса 100 адам деп айтпаймын ғой мен. Халық бар деп мен аузымды толтырып айта аламын. Билер институт бар ма бізде? Жоқ па? Мысалы үшін Назарбаевтың кезінде Әбішті кіші жүздің, Ақселеуді орта жүздің, Мырзатайды ұлы жүздің биі қылып қойған дейді. Одан кейін жаңағы Мырзатай қызғанып, Әбішті былай кетіріп, Ақселеу ағамызды олай кетіріп, өзі ортаға қалуға тырысты деген сияқты да сондай бір интригаларды айтады. Жалпы билер институты деген утопия емес пе? Жоқ, бұл қайдан шығып кетті? Сіз жалпы институт қазір бір құрылтайдан бір нақты бағана айтып тұрмын ғой, сіздің шараларыңызға ол билер институтына бағанағы ешкім келіп қатысқан жоқ қой. Яғни әрекет жоқ. Тек бір құрылтай бар, әрі қарай әрекет жоқ. Мен солай түсінемін. Қараңыз, бұл билер құрылтай, жалпы билер алқасы керек, мен айтамын. Билер алқасы не үшін керек? Мысалы, билер деген енді кезіндегі өзіміздің Әйтеке би, Қазыбек би атамыз сияқты болмаса да, бірақ соған ұқсайтын азаматтарымыз болса, ол абыз аталарымыз болу керек. Жаңа адуынды ол өзінің отбасында ғана емес, ол кәдімгідей өзінің бүкіл туған туысқандары, және сол қай өңірде болса, сол өңірді былайша айтқанда уысында ұстап отырған сондай бір болады ғой, абыройы асқақтаған бір кісі. Бір сөзбен ақ әшейін орнына қоятын. Сондай адамдар. Сондай адамдар болу керек негізі. Және де білімді, көргені бар, анализ жасай алатын. Және сонымен қатар
мінезді де болу керек. Өйткені анау жаңа білімі бар, басқасы бар, дүниенің бәрі басқа, бес қасиеттің барлығы болып, мінез болмаса, ол да қиын. Ол біліп отырғаннан не пайда, егер мінезің болып сен соны ары қарай жеткізе алмасаң. Жаңағы сондықтан бұл жерде әрине билер алқасында бізде үлкен кісілер де бар. Әрқайсысы енді өз тарапынан айтады. Мен ана жерде енді сөздің төркінін түсінсеңіз, ол жерде былай айтылады, мысалы, әрқайсысы өз өңірінде, мысалы, бір жесірге көмір әпердік, бір неге доп әпердік деп, сондай шынымен сондай сөздер болды. Сондай жаңағы біз былай мынандай не істеп жатырсыңдар деген кезде біз мына жақта көмір әпердік, мына жақта доп әпердік деген сондай кәдімгідей бір аузын толтырып айтылған сөздер болған, мен естідім да. Сондықтан мен айтып отқан сөзім, жаңағы айтқан сөзім, ондай майда шүйде дүниемен, ол әрине жесір мәселесі майда шүйде емес. Бірақ дәл сол жесірдің үйіндегі көмірі мен добы, болмаса баласының киімі, ол қайырымдылық қордар, болмаса сол үкімет, болмаса сол жергілікті киімі не қылмаса, ол жаңағы жағдайы төмен отбасыларға қазір мектептен де көмек береді. Яғни киім мәселесі ондай майда шүйде емес, ондай болмау керек. Билер алқасының жаңағы атқаратын жұмысы едәуір биік болу керек. Яғни ұлттық кәдімгі мемлекеттік деңгейде деп айтып отырмын ғой. Мысалы, біз кәдімгі республикалық деңгейде. Яғни, міне наркотик мәселесі ол біздің ұлттық проблема. Алкоголизм ол біздің ұлттық проблема. Мынау лудомания ұлттық проблема. Міне біржынысты ЛГБТ ол да біздің ұлттық проблема. Яғни, кез келген біздің ұрпаққа кәдімгідей балта шауып, ұрпақтың болашағына тікелей кері әсерін тигізетін дүниенің барлығы осы үлкен буын соның ішінде билер алқасында айналысса жарасады. Ал енді жаңа басқа майда шүйденің барлығын ол ондай деңгейде болмау керек. Ол ондай деңгейде жұмыс істейтін болса, ол тек қана жергілікті бір қоғамдық қорма, қоғамдық бірлестік пе, сондай ғана болып қалу керек. Омар Жәлел би ма болды? Жоқ, ол кісі би болғанда би болып сайланды. Енді Ақмашатта, Шымкентте ол кісінің қалай би болып сайланғанын мен білемін. Мен көз алдымда болды. Жалпы бидің сайланғанын енді 2 рет көрдім. Сол Омар Жәлелдің сайланғанын және де Ермек Албанның. Тіпті сол менің осы соңғы ашуланып айтқан сөзім, сол Ермек Албан болған кездегі айтқан сөзім. Сол кезде мен Ермек Албанға да кәдімгідей жаңағы асатаяғын ұстатқан кезде, шынымды айтсам, мен сол кезде де тікелей сол кісіге мен меңзеп айттым. Ал енді ақыр бас би екенсіз деген сияқты соған келтіріп айттым. Келесі жылы қандай жұмыс атқарасыздар? Біз, әйелдер, не бітірдіңіздер деп сұрауға біз хақлымыз. Ондай сұрауға мүмкіншілік жоқ. Ол кісі өзі жоқ, білмеймін қайда екенін. Қаяқта? Білмеймін, бір тілшілер хабарласып іздеген, менде телефонын берсем ала алмады. Сол билерге қатысты әңгіме болған кезде таппай қалды. Тіпті мысалы мен бір осы Астана қаласында 8 сәуірде мен айтып едім ғой, жалғыз өзім барып келдім Алматыға, Астанаға. Сол кезде келе салысымен осы Алматы қаласында пресс-конференция бердім. Осы біржынысты ЛГБТ-ға қатысты. Сол жерге Марат Тоқашбаев ағамыз шақырдым. Жаңағы Әмір мырзаны шақырдым, 5000 жігіт деген жігіттер бар, Серікбол бауырымыз шақырдым, сөйтіп осы Ермек Албанды шақырдым. Сонда бұл кісі, қалғандардың барлығы келді, бұл кісі жоқ. Әбден пресс-конференцияның бәрі бітіп, тілшілердің бәрі кетіп қалып, бәріміз тарап, аяғында тек сол спикерлер өзіміз ғана қалған кезде, Айдос Оразай мырза бар, бәріміз енді шығайын деп жатқан кезде келді ол кісі. Келді де суретке түсті да кетті. Бірақ шыққаннан кейін сол жаңағы басқаша чаттарда басқаша әңгімелерді естіп қалдым. Яғни бұл билерге параметр бар ма? Жаңағы елді тоқтатқан, екінің біріне іліккен, қандай да бір, яғни мен танымаймын ғой ол адам. Мысалы, Омар Жәлелді танимыз, бірақ оның өзінің белгілі бір бэкграундын білеміз де, жалпы ел таниды оның кім екенін қазір. Бұл жерде мынаны ажыратып алуымыз керек. Оратор адам би болады деген гарантия жоқ. Және де би оратор болу керек.
бірақ ол ораторлық қасиеттен басқа тағы да басқа қасиеттер бар, өте ауыр қасиеттер, яғни кез келген адамның бойынан табыла бермейтін қасиеттер. Яғни бұл жерде Омар Жалил ағамыз білімді, ол кісі мықты оратор, коуч, тренер, өте аудиторияға өзінің білімін жеткізе алады. Ал би болу үшін одан басқа тағы да қасиеттер керек қой. Мысалы, бидің негізі би болу өте ауыр. Ол би болу үшін бойында білімінен басқа, ілімінен басқа, айтып отырмын ғой, мінезі, онан кейін ол өзінің абыройы. Мысалы, мен бір Қытайдан келген бір апайымыз айтты. Сол кісінің сөзін естіген кезде, осы мұнда болып жатқан жағдай. Сол кісінің айтқан сөзін естіген кезде, шіркін-ай дедім, сондай адамдар бізде болса ғой. Мысалы, бізде бар шығар мүмкін, бірақ ол кісілер өйтіп әлеуметтік желіге шыға бермейді. Мысалы, сонда біз Қытайдан келген бір апай, сол билер құрылтайында қатысқан бір апай болды. Сол апаймен былай шығып сөйлескен кезде, Қытайда енді қиын ғой, өздеріңіз білесіздер, бала жағы қиын, баланы шектеу бар ғой. Сонда бір отбасы, бір ауыл, қазақ ауылы, сол қазақ ауылын ұстап отқан бір мынандай кісі бар екен да. Ол кісі ана жерден Қытай полицейларының өзі ана ауылға кірамайды екен, ана кісіден аттап өтіп. Кез келген дүние болатын болса, ана кісі өз ішінен шешіп отыр. Яғни ауылында проблема жоқ. Сөйтіп бір проблема болған, үшінші баласын ба, рұқсат етілмеген баланы туып алады бір келіншек. Сонда сол баланы жасырын өсіреді ғой. Сонда ана баланың түгел несін, былайша айтқанда, рискін бәрін ана отбасының рискін түгел өзінің мойнына алады ана кісі. Сөйтеді, ана аудандық деңгейде бүйтіп кәдімгідей бүйтіп ұстап отырған кісі екен. Аяғына дейін жеткізіп, ана семьяны әйтеуір бала шағасымен бері қарай көшіргенге дейін ана кісі өзі түгел қарайласқан, жауап берген. Яғни ауылдағы адамдар сондай ана кісі бар болса, арқамыз кең жайып отырамыз дейді. Қорықпаймыз дейді, өйткені ана кісі бар. Ағамыз бар дейді, ауыл ағасы, ел ағасы дейді. Мысалы, міне сол би деген сондай. Ол кісі Қытайының кез келген полицейский болсын, басқасы болсын, тағы хулиганство, төбелес, сондай неше түрлі жағдай болады ғой енді, ұрлық, мал ұрлау деген сияқты. Сондайдың барлығын бір нәрсені қыңқ дегізбей ана кісі деген былай ұстап отыр екен. Тәртіп, енді ол ауылда тәртіп деген былай дейді. Яғни ол кісі тек қана өзінің бауырлары, өзінің отбасы, қала берсе 3-4 буын өзінің туысқанынан басқа бір ауыл ұстап отырған кісі. Міне би деген сондай болса. Қытайдың жағдайы түсінесіз, тоталитарлық мемлекет. Америкадағы үндістер резервацияда тұрып жатқан, оларда да билер шешеді, билердің өзінің жеке заңдары. Ал жалпы біздің зайырлы Қазақстанда, еркін мемлекетте билерге қаншалықты қажеттілік бар? Билердің қазір қажеттілігі әр би, бас би, аға биі, әр би өз өңірін, мысалы облыс па, облыс, аудан ба, аудандық деңгейде сол ауылда, сол ауданда лудомандар да бар. Сол ауданда мефедронға отырып алған, трамадолға отырып алған көкпаршылар да бар екен қазір бізде. Сол ауданда бетпақ көкбет келіндер де бар. Сол ауданда жұмыссыздық та бар. Біреуі май жалап шылқып отыр, біреуі сіңірін сорып отыр деген сияқты. Сондай дүниенің барлығын билер, былайша айтқанда, бір ауыз ақылымен тоқтататын дүние. Мысалы, егер сол әрқайсы өз деңгейінде, район, облыстық деңгейде осындай дүниені егер қолға алып ұстап отырса, ақылымен өзінің, бұл жерде бұл кісілердің қолында ешқандай құзырет жоқ қой. Бұл кісілер тек қана сөзбен кәдімгі баяғы өзіміздің ата мен бала, ата мен немере деген сияқты. Сондай қарым қатынаста осындай дүниенің бәрін регулировать ететін болса, ол үлкен үкіметке, мемлекетке үлкен үлес болады. Сондықтан билер алқасы керек. Билер алқасы ол қала берсе билер алқасы тіпті кәдімгідей біздің президентіміздің қасында болса да жақсы болар еді. Бірақ дұрыс билер болса,
мен сызып айтамын астын. Жаңағы мына кешегі сайланып кетіп бір келіп бір кетіп жатқан билер емес. Әлі ондай би келген жоқ. Дәл жаңағы мен айтқандай сондай бір адуынды, білімді, шынымен шынайы өзінің ұлтына деген жаңағы жанашырлығы, жүрегі кәдімгідей ауырып сыздап, сол үшін жаңағы атына мініп алып анда мында шапқылап жүретін сондай би болса, міне сол кісілер би болады. Мен өзімнің интерпретациям Шымкент трансстолица дейді. Шымкент біздің қазағы көп, әлі отбасылық институты бұзылмаған, үлкенді сыйлайтын, ізеті бар, осындай бір қазақылықтың дәні сақталған жер ғой. Сол жерде айтып бір кіші жүз, транс жүз деп, яғни бұл әдейі арандату үшін айтып тұр. Сосын сносите всем шаңырақ дейді. Яғни біздің осы отбасылық институтта, отбасылық жаңағы әкенің, ананың рөлі деген сияқты әрбір өзінің функционалды өзі иерархиялық қалыптасып қалған отбасылық институтымыз бар ғой. Сол ғой. Осыны бұзғысы, яғни сүріп тастағысы келетін сияқты. Сіз олай ойламайсыз? Сүріп та жатыр. Оны ол жаңағы қатты терең зерттемей-ақ, былай-ақ қараңызшы қазір. Мысалы, сол лесбияндардың ұйымдастырған митингілерінде мен барып жүрмін. Мен тікелей эфирге сол жерге арнайы қосыламын, қараймын, тыңдаймын, сұраймын. Сонда кішкентай 5-тен бері шықпай жатқан кішкентай қыздар жүр. Енді қараңыз, сонда сол бір жаңағы митингтағы жағдай, бір отбасының 2 кішкентай қыз жүр. Ана қыз кішкентай 8-9 жастағы, бір 7-8-9 сол аралықта, қасында 12 жастағы, 12-13 жастағы әпкесімен келген. Енді қараңыз, бір үйдің 2 қызы. Сонда ана кішкентай бала емес па? Ол мені танымайды. Ана үлкені мені танып тұр. Ымдап жаңағы кейін келген кезде жауап қаттырмай қойды. Әйтпесе ана кішкентай қыз бала болғаннан кейін жауап беріп қойды да. Енді мен сұрап жатырмын, сен мұнда кіммен келдің? Жасың нешеде деп сұраған кезде жасын айтпады, бірақ сонда кішкентай қыздардың қолдарындағы плакаттарды ұстатып қойған, қараңыз. Сонда ана қызда екеуі де кәмелетті жасқа толмаған, бір үйдің 2 қызы, ата-анасы білмейді. Мен мысалы сұрадым, ата-анаң біле ме десем, білмейді. Енді қараңыз, ол күндізгі уақыт. Ата-анасына бұл 2 қыз мүмкін паркта жүрміз, мүмкін есіктің алдында дворда ойнап жүрміз деп кетіп қалуы да мүмкін. Бірақ сонда бір үйдің 2 қызы мына топқа кірді ма, бұл топтан шығуы екіталай енді. Өйткені қалай болған күнде де осылардың парақшасына қарайды, ортасында жүр, ана жерде айтқан сөздері бар, моя матка, мои правила деп. Мысалы, менің жатырым, менің ережем, долой конституцию, даешь революцию деген сөздері бар, мысалы. Ни бога, ни господина, ни мужа дейді. Мына қараңыз, ни бога, ни господина, ни мужа дейді. Енді қараңыз, бір жерде тіпті не государство деген сөз бар. Енді қараңыз, сонда былайша айтқанда бұл кәдімгі таза призыв қой. Бұл жаңағы не мужа, не бога деген бұлар барлығы дінсіз, діннен кеткендер. Мен енді жекеме көп жазады ғой бұлар. Жекеме мысалы көп жазғандықтан мен бұларға жекемде сұхбаттасам бұлармен, сөйлесем кәдімгідей. Бетін бер қаратқым келеді. Тіпті осы менің ашуыма тигісі кеп әдейі істеді ма білмеймін, бірақ кәдімгідей кішкентай қыздар жазды маған. Жасы 11 жастағы, 12 жастағы қыздар тіпті өздерінің сүйісіп отырған видеосында жіберді. Сонда дәлелдегісі отырды. Сондағы айтқан сөздері маған енді боқтау сөзінен енді олар әдеби ондай сөзді білмейтін шығар, бірақ боқтау сөзден сөз байлықтары керемет екен енді. Ана жерде маған голосовоймен де жазды. Ты, старуха, заткнись, угомонись, нет, езжай в себе в горы, садись на лошадь деп мені енді анау жаққа маргинал болады ғой сіз. Иә, апарып тастады мен, өзің 18 ғасырыңа қайта барс дейді. Енді мен оларға кішкентай бала ғой, мен кішкентай баламен мен не деп айтамын, мен оған аналық қамқормен қызым депті айттым. Пока не поздно, придите в себя, олай істемеңдер, қыздар, бұлай болмайды, Құдайдың жаратқан деп мен оларды барынша былай не қылам,
арасында мысалы гейлер болды. Бір гей бала болды, 17 жастағы гей болып геймін деді. Мысалы не болды? Неге сен бұлай кеттің? Әй, сен еркексің ғой. Сен өзің ойлашы, сен бір үйдің жалғыз баласы екен. Әкесі жоқ, әкесіз өскен. Мен айтамын, сен мейлі сен әкеңе ренжі тастап кеткен дейді да, әкесіне ренжулі. Әкеңнен ренжісең де сен еркексің ғой. Сенен білесің ба дедім, сенен ертең бір кәдімгідей бір ауылдың адамы тарқайтын, сен ұрпақ тарататын еркексің ғой. Айналайын, сен мынандай болсаң, сенің ұрпағың осымен бітті ғой, сенің атың да, сенің әкеңнің де аты да осымен өшеді. Сен неге бұлай? Құдай құрғырау дейсіз ғой. Иә, міне сөйтіп жаңағы олын да бері қаратқым келеді. Сонда ана бала енді басында агрессивный сөйлеседі, кейін енді мен, олар маған қанша агрессивный болса да, мен олармен сіз маттеризасыз ғой да, ана жерде махаббатпен қарсыласыз ғой бәрінде. мен агрессиямен шығып жатыр. Иә, мен енді айтып отырмын ғой, мен оларға кәдімгідей енді шынымды айтсам жаным ашиды. Не болды екен деп білгім келеді да. Соны ана баланың жағдайында мысалы ол да айтады, мені жаңағы туысым зорлады. Әйтеуір барлығының бір сөзі сол. Амилайдың сөзі де сол, ана басқасында сөз. Барлығы бір методичканы жаттап алған ба, әйтеуір бірдеңе. Жаңағы құдай жоқ, жаңағы не үшін бұндай жолға түстің десе, жаңағы мені зорлады, туысқаным зорлады. Міндетті түрде туысқандар зорлайды. Көшеден біреу зорлады деп айтпайды. Әйтеуір туысқаным біреу зорлады деп ылғи жаңағы жекеме жазғандардың солай жазады. Енді қараңыз, сонда бұл жерде бүкіл проблема бір жағы қарап отырсам, ана кішкентай қыздардыкінде, ана баланыкінде қарап отырсам, бала кәдімгідей өмірбаян айтып берді. Шешесі, анасы медсестра екен. Суткалап жұмыс істейді. Әкесі жоқ, тастап кеткен. Мына баланы асырау үшін ана байғұс шеше суткалап үйде тұрмайды, мына баланы өзімен өзі телефон қалған. Сөйтіп ол балада енді әр периодта өзінің бір оқушыларға, балаларға бір подростковый возрастта бір өзінің бір несі болады ғой, гормональный жаңағы қалыптасу деген кезеңі. Сондай кезде мекен, әйтеуір бір кезде бір кілт бірдеңке кетті ғой. Сонда балаға көңіл бөлудің де бұл жерде жетіспеушілігі бар шығар деп мен сондай өзім түйіндедім. Өйткені ана жақта да, мына жақта да қарасаңыз, тіпті кейбір бір қыз бар, 4 баласы бар үйде. Үйдің үлкені, ана қыз 12-де. 12-ден кейін кішкентай, ең кішкентай, 1 жасқа толмаған, еңбектеп жүрген бір кішкентай қыз көтеру жаңа қыз, 12 жастағы қыз. Бірақ 12 жасында мынандай қатынасқа кетіп қалған, бір жыныстық қатынасқа кетіп қалған. Қарап отырсаңыз, 4 баласы бар, әпәжептәурім отбасы, әкесі бар, шешесі бар, Дубайға жан-жақта қыдырып жүр. Енді мен олардың парақшасын бәрін зерттеймін ғой, қараймын. Сөйтіп қарасам, не түрткі болды? Қарап отырсақ, ана әке жұмыс істеп, бизнес істеп, өзімен өзі, шеше мына баламен не қылып, сонымен мына үлкен қызға көп көңіл бөленбей қалды ма деп, оны да ойлаймын. Бірақ сонымен қатар бәрібір айналып кеп, мына үгіт насихатқа тағы келеміз. Әлеуметтік желі, TikTok, Instagram, қала берсе Telegram каналдардың барлығында осындай ақпараттардың барлығы бар. Және де тренд деген бір дүние бар. Осы тренд деген жаман жағы бар, жақсы. Мысалы, қазір ұлттық киім тренд болып жатыр, оған Аллаға шүкір дейміз. Бірақ тренд болған соншалықты, қараңыз, міне ұлттық киімді бұлай да мазақ етіп кигізіп жатыр. Басқа тұсы бар. Ал және де мына тренд қарым-қатынас жағынан да тренд деген дүние бар екен. Яғни қыз бен жігіт жүрсе, ол не интересно, сендер, әшейін. Ал енді жігіт пен жігіт болса, қыз бен қыз болса, ол кезде ол же мынандай қызығушылық туындап, жаңағы бір сөз қылама, болмаса бір, білмеймін, жастардың санасын түсінбедім мен қазір. Өткенде Ақтауда бір қызға ұсыныс жасаған үлкен сондай ақпарат тарады ғой. Иә. Ол бірінші жағдай емес. Ол осы Алматыда да мына бізде жаңа панорама деген не бар емес, панорама ма, болмаса тағы бір не бар ғой, анау террасада кәдімгідей жаңағы ұсыныс жасайтын бір не жасап қойған екен ғой. Сол жақта бізде де Алматыда да ұсыныс жасады. Одан қала берсе ана Бекабуза дегенді білесіз ғой, блогер. Мысалы, ол да кәдімгідей ашық түрде, оның да парақшасы таза бір жынысты қатынастың
үгіт насихат деп мен есептеймін. Ең тағы да бір сорақысы, өзіміздің кәдімгідей ұлтым деп кеткен Заманбек атамыздың туған немересінде осы шақта. Оны естіген шығарсыз, білесіздер, иә? Ол қыздың да мысалы ашық түрде парақшасында кәдімгідей бір жыныстық қарым қатынасты кәдімгі отбасы деп көрсетіп жүр, және де одан сорақысы бірінші некесінен ұл өсіп келе жатыр, бір жынысты отбасыда. Екі әйелдің ортасында біреуін әке, біреуін шеше қылып, ол бала кәдімгідей қазір ержетіп қалды. Енді қараңыз, сол жаңағы Заманбек атамыздың туған немересі осыдан 2 жыл ма 3 жыл бұрын ктк арнасынан шықты ғой. Естідіңіз бе, естімедіңіз бе? Кәдімгідей мен біздің мемлекетте бір жынысты некенің болуын қалаймын және талап етемін деді. Аны, яғни осындай тырнақша ішінде бұлбұлдарға әрқайсына айтқызып қояды. Мысалы, бір жынысты неке туралы мынау айтатын болса, бір жынысты отбасы бала асырап алуға құқығы болсын деп тағы екіншісін айтқызады. Және ол жаңа авторитеттердің ұрпақтары болуға тиіс. Олай болуы да мүмкін, болмаса қолдан жасалған өздерінің лидерлары бар емес пе? Мысалы, жоқ, өйткені Иегова куәгерлері деген сияқты діни секталар бар ғой. Иә. Сол жерде де мысалы үшін Есенберлиннің ұрпақтарын алдында таныстыру кездерінде қойып қояды. Яғни кіріп келе жатқанда авторитет қой бізге Есенберлин, көшпенділердің рухын көтерген. Оның баласы, немересі, яғни тектінің тұяғы осы біздің діннің өкілі деген сияқты әдемі реклама береді. Бұл жерде де солай керемет бір жарнамалау сияқты. Иә, жарнамалау да бар. Одан кейін әрқайсының аузына салып қойған бағыт бағдарламалары бар. Енді қарап отырсаңыз, 22 жылы Ирандағы жағдайды естідіңіз, Мақса туралы, феминистка, сол Ирандағы феминисткасы Мақса 22 жылы қыркүйек айында қайтыс болады. Енді ол қайтыс болған кезде не үшін қайтыс болады? Жаңағы оларда не бар ғой, полиция нравов дей ма? Жоқ. Әдеп, мәдениет министрлігі. Орамалды дұрыс таққан, тақпаған қадағалайтын уәкілетті орган бар. Бөлек полицейлер бар. Солар жаңағы хиджабын дұрыс кимеді деп ұстап, ол аяғында жаңағы сол неден шығады, ровд-дан шығады, ровд-ның ішінен әйтеуір қайтыс болып шығады ғой. Сонда қарап отырсаңыз, неге сол именно сол Мақса, именно сол кезде? Енді қараңыз, және ол Мақса содан 10 жыл бұрын, 10 жыл ақырындап 10 жылдың ішінде Мақсаны Мақса етіп лидер қылып, феминистка қылып қалыптастырды халықтың көзінің алдында. Жаңағы былайша айтқанда, Акно Авертоны да бізде мына кері әсерді біз қабылдайтындай жағдай келтіреді. Сол сияқты көзін үйретіп, керемет бір герой лидер болып жаңа Мақсаны жасайды. Жасағанда сол Мақса әйтеуір сондай бір ел алдында жүрген жаңа феминистка болады. Әйел құқығы деп, балалық құқығы, адам құқығы деп сондай жаңа жалаулатып жүрген 22 жастағы қыз, сонда ол 10 жыл болатын болса, ол тіпті сол жаңағы подростковый возрасттан бастап кіріскен ғой, сонда бұл неге? Енді қараңыз, сонда ана қыз қайтыс болған кезде бүкіл одновременно Иранның барлығы, әйелдердің барлығы, әйелдердің митингісі болды ғой. Кәдімгі революция болды. Былайша айтқанда, білдей бір мемлекетті төңкеріп тастады. Бірақ жағдай Мақсаның өлімі. Ал ол Мақса қаншама әйелдерге қанша жылдан бері кәдімгідей герой, батыр, жаңағы лидер болып жүрген қыз бір күнде өлім құшайды, сөйтеді, 2,5 ай Иранда революция болады. Тікелей эфирда ол жерде енді намаз оқиды, хиджаб киетін, енді ислам мемлекеті, сонда әйелдері күйеулеріне қарсы шығып, әкелеріне қарсы шығып, қарындастары, ағаларына қарсы шығып,
шаштарын жаңағы тікелей эфирде отырып алып не істейсің деген сияқты орамалдарын шешіп тікелей эфирде шаштарын қырқып барлығы көшеге шығады. Көшеге шыққан кезде билік ештеңе істей алмай қалады. 2,5 ай былайша айтқанда әйелдердің революциясымен арпалысады. Міне білдей бір мемлекетті төңкеріп тастады. Бұл жерде мен айтып жатырмын, айтып та келдім, және қазір тағы да соны қайталап айтамын. Бұл біздің мемлекеттегі феминистік ұйымдар деп, қазір әйел құқығы, бала құқығы деп біз ЛГБТ деп жүрміз ғой. Бұл ЛГБТ-дан да ары қарай тереңірек қарау керек. Менің жеке пікірім, менің өзімнің түсінгенім, түйгенім, бұл тек қана ЛГБТ ұйым емес. Бұл алдағы уақытта кім білет, жаңағы даешь революцию деген сөздер бекерден бекер емес. Кім білет, бұлар осынша жылдан бері ячейка қылып Қазақстанның түкпір аудан, ауыл, аймаққа дейін мүмкін өздерінің бір сол феминистік ұйым ба болмаса әйел құқығы деп кім білет, мысалы санасы қатпаған қыздардың барлығы осылардың артынан ериді ғой ертең. Ертең қазір осы екеуінің амандығын тілеймін. Екеуінің әйтеуір аман болсын. Екеуіне бірдеңе болатын болса, осынша жылдан бері осылардың артынан келе жатқан тырнақша ішіндегі шәкірттері, із басушылары ертең көшеге шығып осындай революция болып кетуі ешкім кепіл бермейді. Мысалы, кім кепіл сондай болмауына? Сондықтан бұл жерде мен бұндай ұйымдарға сондай үреймен де қараймын. Ертең Құдай сақтасын, бір Алла сақтасын, сыртқы күштер деген бар. Көз тігіп отырған қаншама жан-жағымызда бар. Біздің енді жеріміз де бар, байлығымыз да бар, жер байлығымыз да бар. Жалпы күні кешегі сіздің инстаграмдағы неңізде мынау қазақы киіммен стриптиз трубасын айналшықтап тұрған бір қазақы киіммен, ұлттық киіммен бір әдепті қыздың видеосы шықты. Әдепті қыз әрине тырнақшаның ішінде. Сол кезде бір оқырман былай деп жазыпты: негізі бұл пилон деген өнер деп. Ол енді бұл көріністі көріп мен дереу сторисіма салдым, бірақ алдағы уақытта бұл мәселені кәдімгідей тереңдетіп көтеру керек. Өйткені біздің ұлттық киімді қазір жаңағы еріккендердің барлығы былайша айтқанда санасыз да саналы да түрде ұлттық киімімізді ойыншық қылып жатыр. Енді бұл жаңағы пилон деген ол білуімше кәдімгі түнгі клубтарда стриптиз билейтін қыздар, сол жаңағы трубаны айналып өнер, тырнақшаның ішіндегі өнер көрсететін. Тіпті осы қателеспесем бізде спорттың бір түріне кіргізіп қойған деп бір депутат шырылдаған еді. Қауымдастығы бар деп айтылды. Өзінің бір федерациясы бар деп. Яғни бұл жерде біз қазір жалпы қоғам қарап отырсаңыз, кез келген осындай дүниені, дәл осындай көріністі осыдан бір 30 жыл, 35-40 жыл бұрын көретін болса, сол мезетте ду етіп халық көтеріліп, сол мезетте нүктесін қоятын еді. Қазір байқап отырсақ, Окно Авертона барлық салада жұмыс істеп жатыр. Кез келген жағында. Қарайтта қазір халық мынау не істеп отыр деп, болмаса мынау не сұмдық деп жай ғана айтып қоя салатындай жағдайға жеттік. Ал егер шынтуайтында, егер бұл дүниеге біз кәдімгідей саналы түрде күрделендіріп қарайтын болсақ, түптің түбінде сол қыздың жаңағы билеп тұрған қыздың үстінде біздің киіміміз, біздің ұлттық киіміміз, біздің ой өрнегіміз, біздің былайша айтқанда барымыз жоғалтып жатырмыз. Бірақ сонда да жаңағы қолымызда, уысымызда қалған аз құндылықтың бірі сол ұлттық киіміміз. Мына сол ұлттық киімімізді қазір осыдан 3-4 жыл бұрын естеріңізде болса, жаңағы Шырын деген бір қыз жалаңаш төсімен басына сәукеле киіп, ол мазақ етті. Ою өрнектің, ұлттық киімнің қай жерде қалай кию мәдениетін мүлдем мақұрым адамдар
үстіне қазір осы тренд болды екен деп үстіне іліп алып, былай да ойыншық қылып жатыр, былай да ойыншық қылып жатыр. Мына көрші Қырғызстанды алайық, бір қалпағының өзін олар заңдастырып қойды. Ұлттық киімдерін заңдастырып қойды. Яғни ұлттық киімін олар таптатқызбайды. Кез келген жаңағы еріккен біреу қалпағымен болмаса ұлттық киімдерін бұлай мазақ ете алмайды, өйткені кәдімгідей заңмен бекітіп қойған. Біз бекітіп қойға бола ма сонда? Әрине болады. Мына 22-ші жылы мен осы жаңағы еліңді түзеймін десең экраныңды түзе деген үлкен конференция ұйымдастырып, сол конференцияда осы ұлттық киімді мен көтерген болатынмын. Ол кезде естеріңізде болса, жаңағы біздің елдің атынан барған спортшы қыздың үстіне жаңағы енді жалаңаш кеуде ғой, енді бокстағы қыз басына сәукелені әдемілеп тұрып кигізіп шығарды. Мен ондай дүниеге қарсымын. Сәукеленің киетін жері болады. Кез келген жаңағы чемпионы бар, болмаса стриптиз жоршасы бар, басқа болмаса жаңағы жеңіл жүстегі, көшедегі, клубтағы біреулер сәукелені былайда киіп, оны желге шығарып, өйтіп мазақ етудің қажеті жоқ. Және де соған біз халық болып, негізі мына көрші ел Қырғызстаннан жаңағы тәжірибе алмасып, біз заңды түрде соған нүктесін қоюымыз керек. Үлкен бір айтыс болды Алматыда. Сол жерде Балғынбек Имашев айтып еді, біз бекер көгілдір экран деп атаппыз, іші толған көгілдерге айналып кетті деп. Көгілдерлер қаптап кетті дейді. Яғни экранның әр жағында да қызмет етіп жатқан біз көптеген әріптестеріміз, көзіміз көрді, үлкен осы эстрада саласында жүрген үлкен продюсерлердің көбісі бағанағы сіздің алысып жүрген ЛГБТ қауымдастығыңыздың мүшелері. Онда біле жеріңіз. Жалпы осы сіздің қауымдастығыңыздың бір өкілі, сіз күресіп жүрген қауымдастық, сіздікі деп отқанға еш ренжімеңіз. Киіз үйде билеп жауапқа тартылды. Жалпы осы ол жерде енді киімнің жөні бөлек енді. Киіз үйдегі биге бола бір біз әсіре бір сакралдандырып жіберген жоқпыз ғой, өйткені киіз үйдің ішінде небір сұмдықтың бәрі болды ғой бізде енді. Қай кезде осындай дүниеге қалай ауытқып кетті екен деген сұрақ болды менде. Сол жігіттің парақшасын мен түгел қарап шықтым, сараптап шықтым. Іс-қимылын, сөзін, араласатын жаңағы ортасын, және де жаңағы анасымен мен күткен жоқпын. Анасымен бірге жаңағы дүкенде каблуктың жаңағы биіктігін таңдап, анасы ешқандай, былайша айтқанда, ана жерде анасының бір қарсы, бұндай дүниеге қарсы болмайды деген ешқандай не байқалмады. Сонда анасы толық қабылдаған екен. Бұл жерде енді балам осындай екен деп, ананың да әлсіздік жері ма, жоқ әлде сол анасының керісінше сол анасының ұл баланың қалыптасып жаңағы еркектік қасиеттің бойына сіңдіретін уақытта сол анасының жіберіп алған былайша айтқанда оқылғым екен. Енді былайша айтқанда сол ұйымда жүрген әр мүшені талдап, таңдап, жаңағы барлығын сараптап өмірін талдайтын болсақ, 100 адам болса 100 тағдыр. 100 адам сондай жолға не үшін түсті, қалай түсті, қай кезде түсті. Енді менің ойым сол кезде жаңағы баланың сол кішкентай кезінде ұл баланың сол өздеріңіз білесіздер ғой, ұл бала сол бір еркектік бір модель болу керек көз алдында. Мысалы, егер әкесі жоқ болса, болады жаңағы тек әйелдердің ортасында өсіп жатқан балалар болады. Күйеуі жоқ, ажырасып кеткен, болмаса қайтыс болып кеткен, одан кейін жаңағы мамасы, қарындасы, әпкесі, әжесі деген сияқты өңшең әйелдердің ортасында өсетін балалар болады. Мүмкін ол да өзіндік бір ықпалын тигізді ме екен деген үрей бар. Бірақ қарап отырсақ, олай дейін десек, осыдан енді соғыс кезін алайық. Соғыс кезінде өздеріңіз білесіздер, біздің қаншама аналар жесір болып қалды, үйде еркек жоқ, үйде емес, тіпті ауыл аймақта еркек жоқ. Жаңағы аяғы жоқ болса да, әйтеуір соғыстан бір еркек келсе, соған риза мәз болып, сол еркектің былайша айтқанда төбесіне көтеріп жүрді. Сол кездегі балалардың барлығы гей болып кеткен жоқ қой. Егер де солай деп қарайтын болсақ, бұл жерде жаңағы бір идеология өзінің нәтижесін беріп жатыр деген сөз мұндай жағдайда. Бұл жерде енді үгіт насихат деп мен енді 20-шы жылдан бері осы мәселені көтеріп келе жатырмын. 20-шы жылдан бері біздің мемлекеттегі
ЛГБТ ұйымдарының ашық және жасырын түрдегі үгіт насихаттарына тыйым салынсын деп талапты да етіп жатырмыз. Петицияға да қол жинап жатырмыз. Сол заңды түрде тек үгіт насихатына ғана тыйым салынсын деп жатырмыз. Біз түгел олар жүрмесін, бұл жаңағы Өзбекстанда мысалы депорт деді. Жаңағы депорт емес, азаматтықтан айырылсын деп бір депутат сондай талап қойды. Яғни біз өзіміздің айналып келген кезде осы ұйымға ілесіп кеткен жастардың көбісі өзіміздің қара көздер, қазақтың баласы, қазақтың қыздары. Енді үмітсіз шайтан дейді, Алла тағала адастырған пендесін қайтып орнына қоюды Алланың қолында, болмаса ары қарай сол күйі кетуінде Алланың қолында. Енді үмітсіз шайтан мүмкін осылардың кейбіреулер, болмаса басым бөлігі уақыты келе, егер осындай дүниеге, мына азғындық дүниенің барлығына тыйым салынып, мынау үгіт насихаты бар, басқасы бар, кішкене саналарын түзейтін бір дүниелер көп басым болып кететін болса, үгіт насихаты. Мүмкін алдағы уақытта Алланың қалауымен бір Алланың құдіретімен сондай бір қайтадан оралатын шығар деп үміттенемін. Мен негізі бұлардың барлығыне қанша жерден осындай жаңағы мен оларға қарсымын, олар маған қарсы, былайша айтқанда қазір ақпараттық майдан болып жатыр ғой, көріп жатырсыз. Қанша жерде мені қалай деп шығарып, қалай деп айтса да, мен әрқайсысына бәрібір Алланың жаратқан пендесі, өзіміздің қазақтың баласы, қазақтың қыз деп қараймын. Және де алдағы уақытта Алла сана берсін, Алла жаңағы жүректеріне хидаят беріп, қайта өзінің Алланың жаратқан кейпіне қайта оралса екен деймін. Және де олардың беттеріне де солай айтамын. Енді мынау қазақ айтады, борсықты ұра берсең семіреді деп. Сіз ұрған сайын бұлардың қатар көбейіп кетіп жатқан жоқ па? Әрине, енді айтпасақ, міне қараңыз, бұл біздің Алматыда, Қазақстанда, Алматыда ең бірінші гей-клуб 95-ші жылы ашылған екен. Міне қараңыз, 30 жыл өтіп кеткен. Яғни 95-ші жылы, 92-ші жылы жаңағы USAID басқалар кіріп келді ғой. 95-ші жылы алғашқы гей-клуб сол кезде ашылса, енді қараңыз, сол 95-ші жылдан бері 30 жылдың ішінде біз бүгінгі деңгейге жеттік. Егер біз тағы да көрсек те көрмегендей болып, естісек те естімегендей болып, жаңағы жамандықты айтпа тарап кетеді деген бұрынғы біздің қазақы дүниемен жауып қоя беріп келдік қой осы уақытқа дейін. Табу ұстадық. Мысалы, ойбай айтпа, ондайды болмайды, жаңағы жаманды айта беріп сен көбейеді деп, сондай бір қағидамен болмаса, көбісі білмей, білгендері осы жаңа қағидамен үндемей келдік. 30 жылдың ішінде біз қандай деңгейге келдік? Пункт жаңа не дана, точка А, точка Б дейді ғой, мысалы, 95-ші жылдан бері қарай 2005-ті алайық, 30 жылдың ішінде енді қазір сіз санап көріңіз. Алматы мен басқа қаланы алмай қойын, бірақ Алматы мен Астананың өзінде түнгі гей-клубтар қанша? Тек бір Алматы мен Астананың клубтарын санайтын болсақ, сол 50-60-қа барып қалатын шығар. Енді бір Алматының өзінде соңғы мен енді түгелмен барлығын нүктесімен жағы мынау клуб деп адресіне бармасам да, бірақ мен сұрастырып ылғи ақпараттар жинап жүрем ғой, сол кезде шамамен сондай болып қалды деп айтты. Енді негізі бұндай клубтардың дифференцировать ету керек қой, мысалы жалпы түнгі клуб бар, сол жалпы түнгі клубтың под маскировкой жаңағы жалпы клубтың маскировкасымен, бірақ жаңағы таза лесбияндардың клубтар, таза гейлардың, таза транстардың клубтары болып бөлініп, енді ЛГБТ клубтары ғой, былайша айтқанда, сол біржыныстылардың клубтары қатар жұмыс істеп жатыр. Оны сорттап, мынау болады, мынау болмайды дегенді, оны енді біздің мемлекетте заң болмағаннан кейін қазір олар жаңағы қонышынан басып жүр. Яғни заңды қатайту керек. Әрине. Сосын біз айтуға дейтін керемет бағдарлама болды ғой, есіңізде шығар. Сол бағдарламаның ең алғашқы нұсқаларын біз дайындап жатқан кезде біз артист деген Алматыдағы сән салонына бардық. Біздің әріптесіміз ол жерде жаңағы Гүлбаршын Заирова дейтін тележүргізушінікі еді.
соны түсіріп жатырмыз жаңа жерде бір тематиканы алып. Өз Гүлбаршын мынандай әңгімені айтты. Менің осы біздің сән салонына келіп, гей топтар келіп айтты, біздерге арналған, бір жыныстыларға арналған бөлек салон ашыңызшы жаныңыздан. Бізде жақсы клиентура болады, біз сізге келіп тұрамыз деп. Енді оның күйеуі Айбатыр Жұмағұловты білесіздер ғой, ол да танымал, осы билікке жақынырақ. Ескі формацияда да жұмыс жасады, Өркен отбасы банкін басқарды деген сияқты. Сол кісі айтады, Гүлбаршын қояқ қой дейді. Егер бұларды ашып, егер ертең біреуінің бетін қисық бояп қойған боласаң, бұлардың жігітінің бәрі билікте отыр деп айтады. Сөйтті бұл жерден сән салоны ары қарай ашылмай қалады. Гүлбаршын мен сол күйеуімнің айтқан ақылымен тоқтадым дейді. Шынында да бұлардың жігіттері, жаңағы гейлердің, жаңағы бұлардың ішінде де актив пассиві бөлінеді ғой. Шынында шенеуніктер көп болды ма, бар ма? Жалпы сіз енді осының ішінде жүрсіз ғой, қандай дерек айта аласыз? Енді мен осының ішінде жүргеннен кейін маған о баста айтқан, тіпті маған Бағила, сен қайда бара жатсың деп, тоқтай ғой деп, мені тоқтатқысы да келген кісілер болды, кәдімгідей үлкен кісілер. Ал енді жастар арасынан былай енді тілшілер, жаңағы сол салон красотыда жаңағы стилист, имиджмейкерлер бар ғой, визажистер. Сол салон красоты жаңағы сұлулық салонының қызметкерлерінен мен сондай әңгімелерді естіп жүрдім. Енді ол естіген енді бір бөлек, ол жаңа естіген құлақта жазық жоқ дейді ғой, бірақ естуімше солай деді. Мен де дәл солай естідім. Бұл кісілердің жаңағы былайша айтқанда қорғаушылары, болмаса жаңағы не деп айтамыз, покровитель, көңілдестері, болмаса не деп, шатырлары деген, қазақша енді қорғандары деген, сондайлары жоғары жақта деп айтты. Кім біледі, барлығы мүмкін. Мен еш нәрсеге таң қалмаймын қазір. Дәл қазір Алла тағала енді ақырын берсін, бірақ осыншама мына азғындыққа өздері кетпей, мейлі өздері болып қапты. Білмеймін қайсысы қалай болғанын, қашан, қай кезде не үшін ұрынғанын білмеймін. Бірақ саналы түрде сол өздері сондай болса да, бірақ ең болмаса артындағы адамдарды, артындағы келе жатқан ұрпақты ойлау керек қой. Өзі тозаққа кетіп, өзімен бірге тағы да білдей бір ұлтты сүйреп бара жатыр бұлар. Сондықтан мен ылғи айтамын, осы біржынысты ұйымның өкілдеріне, өздеріне де айтамын. Жалпы қай жерде жүрсем де, бұл дүние, енді мен масштабын аламын да, адам жаңағы тал бесіктен жер бесікке дейін қалай қайтып тартсаң да, адам 200-300 жасамайды, 1000 жас жасамайды. Алла тағала берген жасы бар, бірақ сол бұл дүниеден өтесің, ол өлім хақ, ол барлығымызға келеді. Сонда менің бір ойланатыным, осындай жаңағы мынандай жаңағы мейлі қорғаушы болып жүр ма, болмаса крышасы болып жүр ма, басқасы болып жүр ма, тіпті менің естігенім кәдімгі жасы үлкен кісілер де бар деп сөйтіп естідім. Қалай болған күнде де бұндай нәрсеге кетті ма, мына жерден, мына бөлмеден шығып екінші бөлмеге дейін сенің жете алуың, жете алмауың бір Алланың қолында. Алла тағала бәрібір Алла тағаланың алдына барамыз, біреуіміз былай, бірақ сол кезде дінсіздіктің болмаса сол Құдайдың алдында қорықпауы, өлімді күтпеуі, тағы қайтып айтамын мен бұл адамдарға. Өзің құрыдың, мейлі. Өзіңмен құры дейсіз ғой. Есікті жауып алыңдар да, мен ылғи айтамын, есікті екіге құлыптаңдар да, білгендеріңді істеңдер, бірақ көшеге шығып, мұны әлеуметтік желіге шығарып, оны жарнамалап, санасы қатпаған балаларды ары қарай өздеріңмен бірге сүйремеңдерші деп мен жалынып та сұраймын, ұрсып та айтамын. Енді жаңағы
бұлардың тіреушісі кім деген кезде, бұлардың тіреушісі, басты тіреушісі, енді осы жақын арада айқара ашылды ғой барлығы. USAID-тің жаңағы бұл жерде қатысы бар екенін, сонау жақтан батыстан жаңағы азғындықты осы батыстан бастау алған дүние батыстан тоқтау алып жатыр. Оғанда шүкір, енді мен постымда да жаздым, ол Дональд Трамптың аузынан осындай сөзді шығарып тұрған Алла тағала шығар. Алла тағала ғой негізі. Әйтпесе Алла қаламаса айтам деген сөзін айтқызбай ақ сол кезде құртады. Енді басқа саясатын білмеймін, бірақ дәл осы дүниеге біздің жаңағы штаттарда бұдан былай екіжыныс деп ол кісі нүктесін қойды. Енді қарап отырсақ, сонау жақтан 23 жылдың ішінде 2 миллиард 700 миллион доллар бөлінген екен USAID-тен. Соның ішінде кейбір бағдарламаларында былай жазылған: Қазақстан мемлекетінің қоғамының бір жынысты ұйымдардың толеранттық көзқарасын қалыптастыру деген сияқты сондай бір, білесіз ғой, олар андай завуалированный әдемі қылып жазады ғой, мысалы әдемі келтіреді, бір бізге бір жақсылық жасап тұрған сияқты келтіреді да, бірақ астында жаңағы шіріген құмалақтар жатады да. Сондай бағыт, сондай жаңа бағдарламамен 23 жылдың ішінде егер жаңағы сондай қаражат келетін болса, жылына сол 150 миллион доллардың аржақ бер жағы ақша бөлініп келген екен. Енді мынау көшеге шығарып жатқанда, мынау түнгі клубы бар, басқасы бар, жаңағы псевдо-патриот, псевдо-тілші, псевдо-тіл жанашырларының барлығының арттарын айқара ашып тізімін жазып кетті ғой кетер кезінде USAID-тің. Жаңағы ролигі шықты, көрген шығарсыз. Соның ішінде жаңағы елімізде енді оны кәдімгідей бір жаңағы андай жұлдыз қойып қойды ғой, анау Наиль Турганов деген, Никанет деген трансгендер, ол енді жынысын ауыстырды. Ол кәдімгідей жаңағы ұл бала болып жүріп, содан кейін жаңағы трансвестит болып жүрді, қыздың кейпімен киім киіп парақша жүргізіп, одан кейін жыныс ауыстырғанын переход дейді ғой, сол переход бүкіл этапының барлығын парақшасына салып, қазіргі күнде 2 миллион 200 мың оқырмандары бар. Енді сол USAID соны да біздің проект деп келтірді. Сонда бұның артында не тұр? Бір ғана санасынан айырылған, ауытқуға ұшыраған, мен бұл адамдардың барлығын психикалық, психиатриялық ауытқуы бар адамдар деп есептеймін. Өйткені кез келген санасы бар адам бұндай дүниеге бармайды. Енді сол бір сол санасы ауытқыған адамның жаңағы қаншама миллион оқырмандардың ішінде тікелей эфирге шыққанда қарасаңыз 200-300 мың адамға дейін шығады. Соның ішінде жас өспірім балалар да отырды. Мен олардың тікелей эфиріне кіремін, қараймын, және де осыған жаңағы молодец, супер, ты не дейді жаңағы, ты батыр, ты красавица, так держать деген жаңағы керемет нелер кетеді сообщение. Соның бәрін қарасам, әрқайсысын қарасам, жаңағы 11 жас деп жазып қойған. Жаңағы аватарларына өңшең ана нелерді қойып қойған. Японский анималар бар ғой, сол анималардың суретімен ішіне кіріп қалсаңыз, әпежептерім кішкентай ғана балалар, 11, 12, 14, 15 жастағы балалар. Сонда мынаның фанаты отыр. Енді 2 миллион 200 мың оқырманы бар, трансгендер, қазақшада, орысшада сөйлеп жүр. Тікелей эфирінде болсын, басқасында бар, посттарында мысалы бізде жыныс ауыстыруға болатын, былайша айтқанда айқын жарнамалап берді. Біздің мемлекетте. Соның бәрін көріп отырған балалар. Болады ғой ана, кішкене балалардың бір периоды болады өзінің. Мысалы бір, как полудепрессивное состояние болып, өзімен өзі бір ешкімге ашылмай, бір болмайтын бір проблемаға өзіне жаңа погружаться кіріп кететін балалар бар ғой. Міне сондай балалар мынаның парақшасына кірген кезде, осындай сөздерін естігеннен кейін, ол баланың мына жеріне бір титтай дән егілсе болды. Мысалы 11 жастағы баланы алайық, сол 11 жастағы бала мына Никанетті 2-3 жыл, болмаса 4-5 жыл қарасын,
ертең ол бала 15-16 жасқа келген кезде дәл осының жолын қумасқа кім кепіл? Сондықтан бұл жерде үгіт насихат дегеніміз осы. Бұл дүниені мен ашық үгіт насихат деп есептеймін. Өйткені кез келген дүниені ашық түрде мейлі сен өзіңнің жеке парақшаңа қойсаң да, оны қарап көріп, ол ақпаратты алып отырған адам, ол да былайша айтқанда ілеседі, еліктейді. Сондықтан алдағы уақытта енді былтырғы петициядан кейін 18 жасқа дейінгі балаларымызға толықтай тек қана бір жынысты ұйымдардың үгіт насихаттарынан басқа да азғын дүниелердің барлығына толықтай заң шығатын болды негізі. Бірақ міне енді биыл осы 25-ші жылы соны ұзатпай күзге жаңағы шілде айына дейін былтыр бізде петициямыз 1 августта бітті. Сол уақытқа дейін негізі 1 жыл жаңағы Мәдениет министрлігі бақылаймыз, қараймыз, жаңағы зерттеу жүргіземіз деген болатын. Енді сол зерттеулері, бақылаулары, сараптамалары барлығының түгелдер нәтижесін шығарып, биыл жұмыс тобы құралып, осы дүниеге біз нүктесін қоюымыз керек. Ол тек қана үгіт насихатқа тыйым салынатын петиция болатын. Ал енді ол 2024 жылы сәуір айындағы петиция ғой. Биыл кәдімгідей әлемдік деңгейде саясат өзгеріп жатыр. Кешегі Дональд Трамптың бұл дүниеде әлемдік саясатта тек қана осы ЛГБТ ұйымына қатысты нық сөз айтты. Сол нық сөзін кішкене былайша айтқанда іліп алып кетіп, қаншама мемлекеттер заң қойып үлгермеген мемлекеттер қазір заңдастырып түгел тыйым салып жатыр. Яғни ашық және жасырын түрдегі үгіт насихатына тыйым салу деп жатқан жоқ. Түгел ЛГБТ ұйымына толықтай тыйым салынып жатыр. Иә, балтамен шапқандай кәдімгідей шарт кесіп, былайша айтқанда заңдастырып қойды. Енді ұрымтал кезең дейсіз ғой. Әрине, қазір міне осы уақытты бізде қазір жаңағы темірді қызу кезінде бастайды. Енді мен басқасын тағы да айтамын. Дональд Трамптың басқа саясатын білмеймін, бірақ дәл осы бір жынысқа қатысты, ЛГБТ-ға қатысты дүниені аузынан шығып, сол ақштан айтылып отқан дүниені бергі жақта дәл осы кезде неге біз қоштап, неге біз осындай дүниені, біздің Қазақстан мемлекетінде тек қана 2 жыныс бар. Гендер дегеніміз не? Гендер деген, мысалы бізде осы уақытқа дейін гендерлік саясат, гендерлік жаңағы тепе-теңдік деп басқасының барлығын осы соңғы 20 жылда біздің санамызға құйып келе жатыр. Бірақ ешбір пенде, ешбір адам сол гендердің не екенін осы уақытқа дейін ешкім қазбалап қараған жоқ. Гендер дегеніміз жыныс, бірақ ол әлеуметтік жыныс. Міне біз әлеуметтік жыныс пен биологиялық жыныстың ара жігін ажыратып алуымыз керек. Мысалы, ол туралы Дональд Трамп 30 жылда жаңағы гендерлік саясат, гендерлік әйел президент жанындағы гендерлік саясат деген сияқты үлкен бір ұйымдар құрыла берді, бірінен кейін бірі. Бұның барлығы да сол кездегі мынау Дариғаның амбициясына байланысты құрылған сияқты. Және ол дұрыс қабылданып кете берді ол кезде. Мемлекеттің өзі, биліктің өзі құмбыл болған сияқты бұл саясатқа. Бұл гендер десе бізде былай түсінеді. Әйел мен еркектің тепе-теңдігі деп. Мысалы, әйел мен еркек тепе-теңдігі дегенде мен оған да келіспеймін. Әйел мен еркек еш уақытта тепе-тең тұрмайды. Қалай болған күнде? Бірінші, әуелі Алла тағала еркекті басқа жаратты, әйелді басқаша жаратты. Әрқайсысының өзінің ерекшелігі бар. Әрине. Өзінің биігі бар. Физиологиялық тұрғыдан да, рухани жағынан да, адами жағынан да әйел мен еркек еш уақытта бір қатарда тұра алмайды. Қанша жерден мықты жаңағы осы тегі жаңағы спорт жағынан алайықшы. Керемет жаңағы өзінің әбден дайындығы мықты боксер қызды алайық. Сол боксер қызбен боксер жігітті қояйық, бір жекпе-жекке шығарайықшы. Мысалы, жаңағы екеуінің спорттық жаңа физиологиялық дайындығы бірдей болса да, ол еркек бәрібір өзінің күші болады. Ал енді осындай кезде мен былтырғы су тасқыны болған кезде мен қатты сол кезде феминистерге жазғаным бар. Осы басқа кезде әйел мен еркек тепе-тең дейді да, ал енді су тасқыны болған кезде бір мешок құмды көтеруге мұршасы келмей қалды сол әйелдердің. Неге? Ал сен еркекпен тепе-тең екенсің. Сен ана жерде еркек сол 50 килограмм құмды көтеріп, ана дамбы құрып жатқан кезде сен де әйелсің ғой, сен тепе-теңсің ғой, сен бірдейсің ғой. Неге сен де барып сол 50 кило жаңағы құмды апарып сен де неге көтермейсің? Көтерген күнде де
еркек 100 мешок көтерсе, әйел 80 мешокқа жете ме жетпей ме бір Құдай біледі. 50 мешоктан кейін ол әйел былайша айтқанда қанша мықты болса да құлайды. Сондықтан бұл жерде гендерлік тепе-теңдікті жаңағы жұмыс, айлық, тағы да басқа құқық дейді. Енді құқығымыз бізде сен әйел екесің, мына жерде сені кешіре қояйық, сен еркек екесің, сен мына жерде кешірмей сені жазалайық деген әңгіме жоқ қой. Бізде білмеймін, басқа жағының барлығы бізде жаңағы заңымыздың барлығы бірдей, тепе-тең. Бұл жерде әркім бағанағы әлеуметтік статустың, әркім өзінің орнын білу керек қой. Мысалы үшін Карим Демирбай дейтін футболист бар. Сол 2015 жылы неміс футболист төрешінің, әйел төрешіден қызыл карточка алады. Сол кезде кетіп бара жатқан кезде әйелге бетін айтады да, сен орның ас үйде қой дейді. Сол үшін тағы да 5 ойыннан шеттетіледі, және бір ойынды әйелдер футбол командасына төрелік жасау тапсырылады. Жаза ғой енді. Сол төрелік еткен кезде Карим Демирбай не істейді дейсіз ғой, 8 әйелге қызыл карточка береді. Сосын енді бұл шарадан не ұқтың, бұл жағдайға не үшін бардың деген кезде айтады ғой, әйелдердің орны ас үйде қой дейді. Енді яғни футбол енді секеңдеп жүру енді бәрібір әйелдің болмысына келмейтін дүниені ол қабылдай алмай тұрды. Сол үшін ол қасақана болса да сондай шараға барып тұр. Енді мына мәселені қараңызшы. Власть KZ-те керемет бір мақала шығыпты, қазақша жазған. Қайшы қою ойыны деп аталады деп тақырып жатыр астында. Ол сізге тікелей айтылып тұр. Ол жерде бүйтеді. Қазақстан ата-аналар одағы мен соған жақын ұйымдар феминитаның іс-шараларына үнемі нұқсан келтіреді, феминизмге қарсы сөйлейді дейді. Олар да депутаттар сияқты, президент сияқты дәстүрлі құндылық туралы жиі айтады. Мемлекет ата-аналар одағын қолдайтын сияқты көрінбей ме деп сұрақ қойып тұр. Мақаланың ішінде айтылады. Олардың үстінен іс қозғалмайтынын көріп жүрміз. Оларға карт бланш берілгендей. Мысалы, қонақ үйге келіп есікті бұзып, вакцинадан бас тартуды насихаттап жүрсе де оларға ештеңе болмайды. Қолдау көрсетпесе де кем дегенде қарсы тұруға, бұл топты жөнге салуға ниет жоқ сияқты әсер қалады. Бағила Балтабаеваның бір жерге полицияны ертіп кіріп келетіне таңғаламын дейді. Енді Власть KZ ол қай жақтың несі екен, оны білмейді екенмін. Қазір мен бірінші рет оқып отырмын. Енді бұл жерде қараңыз, біріншіден сіз яғни мемлекеттің жобасы емес пе деген сұрақ қойып отыр. Жоқ, бұл жерде міне біріншіден мен Қазақстан ата-аналар одағына ешқандай қатысым жоқ. Полиция келе ме сонда бірге кіріп барасыз ғой жаңа ЛГБТ? Жоқ, ол полицияны біз 9 қазан айында, былтыр 2024 жылы 9 қазан айында естеріңізде болса, алғашқы республикалық, халықаралық лесбияндық құрылтай, Орта Азиядағы алғашқы лесбияндық құрылтай Қазақстанда деп тұрып, атын айқайлатып тұрып, жаңа құрылтай жасады емес па? Сол құрылтайдың үстінен басып бардым. Басып барғанда оның өздері жариялап айтты барлығын. Мысалы, әрине мен барамын. Мен бұларға ылғи айтамын. Қандай іс-шара болмасын, мен барамын. Шымкентке де мен арнайы барып тұрып, мен сол жаңағы Қасқасуда жасайтын кезінде, сол іс-шараларын жасайтын кезде, ол кезде ол жаққа да бардым. Бұл жерде де мысалы бардым, үстінен түсіп, тікелей эфирде бар менде. Ана жерде былайша айтқанда жасөспірімдер болды, негізі болды деп мен сенемін. Бірақ Жанар Секербаев есікті жауып алды да, ашпай қойды. Мысалы, неге жабады? Неге жабады? Ол мысалы лесбияндық құрылтай болып жатса, мен кәдімгі Қазақстан мемлекетінің азаматшасы ретінде, мүмкін мен де сол лесбияндық құрылтайды көріп кеп отқан шығар, мүмкін тыңдағым кеп отқан шығар. Неге мысалы мен кіргізбейді ол жаққа? Сөйтіп мен жаңағы Жанар Секербаевамен тікелей эфирде тұрмыз, есікті жауып алды. Біраз уақыт мына жағынан басқа кісі келді да, ана жерде жанжал бастады. Жанжал басталғаннан кейін мен әрине 102-ні шақырдым. Олар да шақырды, біз де шақырдық. Бірақ қайсымыздың шақырғанымыз бұрын келді, кеш келді білмейміз, бірақ әйтеуір келді. Ол жаңа келген полицейский мырзалар да түсінген жоқ, басында не болып жатқанын білмейді. Ана жерде енді сол тікелей эфирде менде пост қылып шығарып қойдым. Байқасаңыздар, мынандай қабырғаға бір не ғой?
доска. Енді былай сол жерге шаңырақтың суретін салып қойған, Шымкент трансқала деп қойған, транс Астана деп қойған. кіші жүз транс жүз сносить етсем шаңырақ деген сөздер жазылған плакаттар болды сносить етсем шаңырақ деген. Енді сондай сөздердің барлығын жазған. Енді дәл сондай нәрсенің барлығын бұлар сонда есіктерін жауып қойып өтіп отыр ғой. Бұлар сонда есікті жауып алып, бұлар біздің жастардың санасын қай жаққа бұрып бара жатыр, қайтып улап жатыр. Біз білмейміз, көрдіңіз ба? Әйтеуір Құдай жарылқап, бұл өздері айтқаннан кейін мен осымен ол бірінші жолы болды, екінші жолы биыл қыстың күнгі лесбияндардың семинары, лесбияндардың ұйымдастыруымен. Қалай естісе, олай естісін, оң құлағымен естісін, сол құлағымен естісін, ол лесбияндардың жаңағы өткізіп жатқан семинар үстінен түстім. Бірақ оны әлеуметтік желіге адам құқығы бойынша семинар деп келтірді. Енді бұлар адам құқығы деп жамылады да, енді ол бірінші жыл емес қой. Пробуждение Бағила Балтабаевой и бір РФ деп па? Верная слуга РФ деп жазып қойған. Оны жаңа кәдімгідей слайдта тұрсыз. Слайдқа, яғни ана жерде жиналған. Сіздің кейсіңізді нақты бір түсіндіріп жатыр. Мені кәдімгідей былайша айтқанда ана жерде талдап, сараптап, не айтып жатқандарын білмеймін, бірақ енді ана слайдқа қарап түсініп отырмын. Ол мені жаңағы Ресейге былай да тықпалайды, айналайын-ау дедім. Сендер сонда, бұлардың сонда бар ойы, Ресейде 22-ші жылы заң қабылданып кетті ғой, бұларға қатысты, біржыныстыларға қатысты, бұлар ЛГБТ ұйымын экстремистік топ деп таниды. Яғни ол жақта қылмыстық кодексқа кәдімгідей шегелеп қойды бұл ұйымды. Енді ол жақта жаңағы тыйым салынғаннан кейін, енді мына жақта мен қала берсе, мен ол Ресейден бұрын бастаған бұл жаңағы күресті. Енді қарасаңыз, ол жақта тыйым салынды да, сонда енді мына тыйым салынған үшін мен сол Ресейге мені жаңағы байластырғысы келеді да. Мен айтам, қалай тексерсеңдер де өздерің қолдарыңда, иә? Мен ешқандай ол жағынан мен бетім бүліктемейді, өйткені сендер сонда қазақтарды, бізді сонша санасыз, сонша жаңағы бір мылқау деп ойлайсыңдар ма деймін да. Сонда міндетті түрде бізде мына жақта бір дұрыс емес нәрсе, азғын дүниені көріп тұрсақ, біз өз-өзімізден қарсыға шығамайды екенбіз да. Тек біреу мына жақтан қарсы шықса, біреу мына жақтан заң шығарса, содан кейін барып біз қарсы шығамыз ба? Неге олай ойлайсыздар деймін да. Мен олардың ешқандай несі қисыны келмейді. Бұны Ресей бере ма, заңды қабылдай ма, қабылдамай ма, Қырғызстан, Өзбекстан, басқа мемлекет, жалпы әлем бойынша мейлі бүкіл әлем жаңағы 100% қолдасында, бірақ біз де мына жерде көріп тұрсақ, мейлі біздің мемлекет қолдамаса да, мен өзім азаматша ретінде мен қолдамаймын бұндай дүниені. Және де мен қарсымын. Менің қарсылығымды мен азаматша ретінде мен білдіруге хақым бар. Мен енді мынандай азғын дүниеге мен... Осы күресіңіз бір Дон Кихоттық тірлікке жатып қалмай ма? Нәтижесі бола ма жалпы? Нәтижесі менде былай. Мысалы, жаңағы экстремистік топ ретінде бізге де заң бекітсе бола ма? Әрине. Қашан бекиді ол мысалы? Неге бекітпеске? Мысалы, мен айтам, осы басқа бірдеңе, басқа кез келген жағдайда бізде жаңағы тәжірибе алмасып, мына жақтан, әйтеуір жан жақтан біз алып, солардан көріп бірдеңені жасап жатамыз ғой, алмасып. Енді дәл осы дүниеге келген кезде біздің көршіміздің барлығында жаңағы үлгі алатындай дүние бар. Мейлі Ресей, мейлі Қырғызстан, мейлі Өзбекстан, Өзбекстанда да қылмыстық кодекстің ішінде тұр. Мына Қырғызстан кеше ғана қабылдатты. Ресей 22-ші жылдан бері, яғни бізге кезек келді дейсіз ғой. Бізге кезек келді, енді кезегімізді жіберіп алмай, осы мезетті біз пайдаланып, заңмен тыйым салып үлгермесек, менің бір қорқатыным, ақш-та қазір заң түрде тыйым салып қойды. Тіпті сол ақш-тағы мынау Украина азаматты ғой деймін, бір неде көрген шығарсыз. Что будет с моим мужем деп шырылдап тұр ғой. Жаңағы Трамп принял закон, куда нам бежать деп жаңағы ана парақшасында жанайқайын шығарыпты да. Енді қараңыз, осындай тыйым салынған
онсыз да Ресейдің бүкіл осы түрлі түстілердің барлығы бізге келді деп ойлаймын мен. Сенімдімін, өйткені қаншама ана кітап журналдар көбейіп кетті. Кәдімгідей сөреде тұрған кітап журналдарды көрдік. Соның баспасын жаңағы маған оқырмандарым жіберіп жатыр. Мынаның барлығы сол Ресейде шыққан баспалар ғой деп жазып жатыр да. Оның бәрін зерттеп қарайтын болса, ол табу оңай. Кім тұрған. Яғни менің айтпағым, Украинада соғыс басталды. Украинада бұл дүние рұқсат берілген. Енді Украинадан қашады, Ресейден қашады. Олар жылы жер іздейді ғой. Осы ЛГБТ ұйымына ешкім тиіспейтін бір рахат мамыражай өмір сүретін мемлекет қай жер деген кезде Қазақстан деп оны бізді рейтингқа шығарып қойған. Тіпті сол бір өздерінің бір несі бар екен, рейтингтары бар екен, сол рейтинг бойынша Қазақстан ЛГБТ ұйымына ең қолайлы мемлекет деп оны да шығарып қойды айқайлатып. Енді қараңыз, мына жақта тыйым салынған, мына жақта тыйым салынған, мына жақта тыйым салынған. Тыйым салынғанның барлығы бірең сараң қашып келген күнде де біздің мемлекет тышқанның бәрі біздің қамбаға келеді. Сол ғой, біздің мемлекет солардың бір ордасы болып кетпей ма деген үрей бар менде. Сондықтан бізде жаңа көштен қалмай, дәл қазір осы заңды біз қабылдауымыз керек. Егер ертең Трамптың да жасы келіп қалған кісі болмаса, жауы көп кісі олай-бұлай болып кететін болса, орнына тағы да бір осындай дүниені қолдайтын біреу келетін болса, онда біз тындық. Онда ары қарай жалпы болашағымыздың, ұрпағымыздың болашағы бұлыңғыр, одан кейін ұлт ретінде жойылуға бірден бір жол осы. Еркек пен еркектен бала еш уақытта туылмайды, әйел мен әйелден бала еш уақытта туылмайды. Яғни біздің өзі айналдырған 6 қазақтың 3-еуі осындай бір жыныс болып кететін болса, ар жағында 3 қазақ не туады? Кімді туады? Ұлт қалай жалғасады? Сондықтан біз осы соңғы 100 жылда ғана өмір сүріп, 100 жылдан кейін түгел жойып кетейін деп жатқан жоқпыз ғой. Осы әлем тұрғанша қазақ елі тұру керек. Әлем тұрғанша осы аманат етіп кеткен жерімізге ие болып, сол жерімізге ие болатындай саналы ұрпақ өсіріп, артымызда ұрпақ қалдыру біздің тікелей міндетіміз. Сіздің жалпы қазір мынау ақпараттық жан-жақтан қысымдарда жүресіз ғой? Иә. Үнемі. Сіз қаншалықты қайрайды? Мен бұл дүниеге қайрағанда, о баста мен бұлардың қай жаңағы посты болсын, мен тіпті қарамаймын. Қазір мысалы сіз оқып беріп отырсыз, мен бұны көргенде жоқпын, естігенде жоқпын. Жалпы мен қарамаймын. Мен жаңағындай фон дейді ғой, шум, информационный шумды қарамауға, оған көңілімді бөлмеуге, елемеуге тырысамын. Оқыған күнде де мен оқимын, түгел, қарап шығамын. Мына жерде дұрыс жазбапты. Хейтке иммунитетіңіз бар. Әрине, мына жерде дұрыс жазбапты, мына жерде былай емес, былай деген сияқты. Енді қалай айтсам, мен өзім дәрігермін. Дәрігер болғанда менің медициналық білімім бар, фельдшер, анестезист, әскери госпитальда, реанимацияда жұмыс істегенмін. Сондықтан медициналық қызметкер ретінде мен бұлардың барлығын айтып отырмын ғой, ауытқуы бар адам, науқас деп қараймын. Сондықтан енді дәрігер мен науқастың арасында қарым-қатынас қандай болады? Мысалы, дәрігер ол науқасқа жаңағы бір несінен шамасы келмейтін дүниені жаңа оған бүйтіп көңіл бөліп болмаса ренжи бермейді ғой. Мысалы, науқастардың түр-түрі болады ғой. Дәрігерлерге ауытқуы бар адамдар әсіресе түрлі нәрсені айтады, өйткені ол өзі білмейді оның сондай нәрсені айтып жатқанын. Және де ол айтып жатқан сөздің төркінін де білмейді. Лепіріп тұрады дейсіз. Лепіріп тұрады, одан кейін енді бұларға енді жан ашу керек болды, басқа не дейсіз? Мысалы, мен енді жаным ашығаннан осындай дүние жасап жатырмын. Ертең бірі болмаса бірі кішкене иманы қайта оралып өзіне, қайтадан өзінің бастапқы кейпіне келер деген үміт бар да. Ал бірақ енді төбемізде бәрімізде бір Құдай қарап тұр, бір Құдай көріп тұр. Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, сіз жаңағы жалғыз өзің сен осындай дүниеге сұрағыңызды қайталап жіберсеңіз. Бағанағы Дон Кихот сияқты меспе деп жатырмын. Сосын жалпы нәтиже бола ма деген үміт. Енді сіз как оптимист ретінде күресіңіз бе? Мен оптимистпін. Жаңа оптимистік көзқараспен қараймын бұған, және де сенемін.
Болмаған күнде де бұл жерде қараңыз, бірнеше қазақтың осы нәрседен арашалап қалуға Әрине. себіңіз тиеді. әрине. Тағы сосын не молчи дейтін топ бар, бағанағы Фонд, балалардың, қор. ол жаңағы осы біздің әйелдердің де құқығын, балалардың да құқығын көбірек қолдайды. Және әсіре қолдап жіберіп, жаңағы феминистік топтарды да қолдады. Бүгін ғана ақпарат шықты, осы Черногориядан экстрадицияланады деген ақпар шықты. Артынша келмейтін болды деді. Осы не молчи тобы да сізді жауапқа тарту керек деп кінәлап жазды. И астында кәдімгідей былай қарап тұрсаңыз, сіздердің құндылықтарыңыз ортақ сияқты болып келе жатты ғой. Яғни ата-ана ретінде сіз баланың құқығын, кез келген жаңағы әйелдің де қақында сіз қорғай білуіңіз мүмкін. Ол ақышта сіз аманат па, түсінбей қалдық бұл жерде. Ол кісінің жаңағы мүддесі бөлек. Бұл жерде біздің халықтың, қалай айтсам, пыль в глаза дейді ғой. Халықтың, жалпы халыққа бір нәрсемен бүйтіп шаш жіберіп, бірақ мына жақта басқа дүниені жасап жіберу, соның дәл ортасын былай бүйтіп ажырата алмай қалады халық. Бұл жерде оны ажырату үшін терең зерттеу керек. Ол терең зерттеу үшін бізде қарбалас уақыт, күйбелең тірлік, жалпы ешкімнің қолы тие бермейді оған. Қол тие бермейді, бірақ мысалы менің де ергіп жүрген уақытым жоқ, бірақ десе де мен оны зерттедім, қарадым кезінде. Не үшін деп. Қарап отырсаңыз, не молчи деген дүние, фондтар, қорлар, біздікі не молчи кз, Қырғызстанда не молчи кг, Өзбекстанда не молчи уз, жаңағы Украинада не молчи уа. Яғни біздің ТМД мемлекеттерінің барлығында бір мезетте не молчилар пайда болды. Қай кезде? 2015 жылы бұл осы жаңағы Дина Смаилова, кейін Дина Тәнісари деп ауыстырған, бұл кісінің өзінің туған екі әпкелі сіңілі егіз екен. Егізі өте біздің мемлекетте өте жаңағы оппозицияның шыңына шығып алған адамда, былайша айтқанда кезіндегі сол жаңа Аблязовтың қасында жүрген әйел адам. Енді қараңыз, сондай мына жақта сыңары оппозиционер, мына жақта шетелге барып алып, мына жақта халықты қайрап митингісі бар, басқасы бар, сөйтіп отырады да. Ал екіншісі мына жақта сыңары біздің мемлекетте добрая тетя болып отырады да. Қарасаңыз, менде логика бұл жерде түсінбеймін. Қалайша айтшат дейсіз. Иә, қалайша. Мына жақта кәдімгі экстремистік жаңағы партия болып, қозғалыс болып танылған ДВК-ның кәдімгідей көшбасшысы ма, қолдаушысы ма? Кім деген есімі? Оның аты әртүрлі болып жүреді ғой. Атын ұмытып қалдым. Кімнің қасында жүрген? Мұхтар Әблязовтың қасында жүрген. Туған егіз сыңар. Мына Дина Смаилованың сыңары егіз. Және де мына кісі мына жақта тегі керемет осы жақша ішінде, тырнақша ішінде жақсы амалдар істеп жүр. Енді қараңыз, бұл кісі жалпы не молчиға қалай келеді? Не молчи фонды бұл Фейсбукта бір осы USAID па, ЮНИСЕФ па, біреуі бір грант па бірдеңе жариялаған ғой деймін. Өйткені елдердің бәрі алып отыр ғой да? Жоқ, зорлық-зомбылық туралы кімнің мақаласы? Әрқайсысы өзінің басынан өткен зорлық-зомбылықты жазыңдар деп жаңа комментарийға жазылады ғой. Сонда былайша айтқанда бір өзінше бір конкурс сияқты ғой. Соның ішінен ең жан түршігерлік қылып жазған осы Дина Смаилова екен. Жаңағы өзін сол подвалда зорлаған туралы. Ол подвалда зорлағаны тіпті кейін кітап шығарды ол. Жаңағы бәленше адам 20 жасында, бұл сол кезде 50-ге келіп қалған әйел, сонда 30 жыл бұрын осынша жаңағы зорлады, бүйтті сөйтіп, болды ма болмады ма бір құдай біледі. Мүмкін ол кісінің бір фантазиясы мықты шығар, мына жақта ақша тұр на кону.
грант береді, мысалы басқасын тағы да. Сөйтіп бұл кісінің әйтеуір сөйтіп ілініп жер кетеді. тобыр жасайды дейсіз ғой. Иә, сөйтіп ілініп кетеді да. Табан астында тіпті бір интервьюында бұл кісі өзінің несін айтып отырды. 10-шы сыныптан кейін, мен Союз кезінде бітірген ғой, 10-шы сыныптан кейін бұл кісі тіпті оқымаған да деп өзінің бір айтқан интервьюін естіп қалған мен. Сол кезде, сол мезетте бұл кішкентай қыздарды билетіп жүрген бір танцевальный би тобының жетекшісі ма сондай болып жүрген. Енді қараңыз, бір мезетте бұл Америкаға ұшады, Америкаға, Нью-Йоркқа барады, оны қабылдайды, сөйтеді Цур 5 деген сол жаңағы іс-шараға кіріп кетеді, келе салысымен жаңа «Не молчи» деген фондты ашады. Ол «Не молчи» деген фонды ашылып 2017 жылы ол жаңағы приостановить етіп қойды, бірақ тоқтатып қойса да 2020 жылы сондай жаңағы зорлық-зомбылықты шулатып жүрді ғой. Бұл жерде қандай мақсат? Бұл кісінің миссиясы қандай? Енді мен өзімнің жеке пікірім, өзім жеке сараптаған кездегі өзімнің көзқарасым. Мынау зорлық-зомбылық заңы бізге 2009-да былайша айтқанда сүйегі кірген. Енді ол сүйегі кіргеннен кейін оның етін өсіру керек қой. Яғни етін өсіріп, ол ертең қимылдап жұмыс істейтіндей заң болу керек қой. Енді сондай заң болу үшін мына жақта зорлық-зомбылық керек қой. Зорлық-зомбылық жоқ болса, ол заңның не керегі бар? Естественно, ол заң зорлық-зомбылықты осы айқайлатып түймедей нәрсені түйеде көрсететін біреу керек қой. Сонда бұл былай барлығын былай масштабына бүйтіп алып қараған кезде бұл кісінің о баста миссиясы сондай болған екен. Және де жаңағындай конкурсты да бекерден бекер жариялаған жоқ. Конкурста жаңағы ең жертва номер 1 болу керек қой, былайша айтқанда. Жан түршігетін бір зорлық-зомбылық болу керек та, іліп алатын. Ертең ол сол фондтың, қоғамдық қордың жетекшісі болған күнде де ол жертва номер 1 болып тұру керек. Қай жерде болса да, көрдіңіз ба? Енді қараңыз, сөйтеді да 2016-тан былай қарай бұл кісінің несі ұшады ғой былай қарай. Әлеуметтік желі, Инстаграм, Фейсбук оны мысалы жүргізу үшін кәдімгідей уақыт керек. Мысалы мен әлеуметтік Инстаграм парақшамды ғана жүргіземін, мен Фейсбук ол өзі автоматтан кетеді. Мен Инстаграм парақшама көп нәрсе салуға менің уақытым жоқ. Сторис түсіруге уақытым жоқ. Осы уақытқа дейін жиналған подписчигім осы ғана. Ал енді подписчик жинау үшін өзіңіз білесіз, күніне жаңағы өзінің алгоритмі бар. Мынанша сторис, жаңағы пост деген сияқты. Міне сондайдың барлығына қаражат кетеді. Енді бір азғантай уақытта бұл осы жаңағы қоғамдық қордың айналасында жаңағы беті көгерген әйелдер көбейеді. Енді біреуі өзінің көкбеттігінен таяқ жейді, біреуі маскүнемнен таяқ жейді, біреуі наркоманнан таяқ жейді. Бірақ үйінің ортасында да, сонда қараңыз, бұл жерде зорлық-зомбылықты үйдің ішінде ғана іздейді да, бірақ дәл сол әйел көшеде наркомандардың қолынан таяқ жеп кетсе, оны ештеңке демейді. Көшеде бір жаңағы маскүнемнің қолынан таяқ жесе, оны ештеңке демейді. Бірақ үйіне келіп күйеуі айт десе, болды. Ол да бітті, ол зорлық-зомбылық. Яғни бұл жерде бұл фондтың басты мақсаты не? Басты мақсаты біздің елде зорлық-зомбылықтың үдеп жаңағы шектен шығып кеткен көрсету деп мен өзім солай сараптап, өзім сондай түйіндемеге келдім. Шығыстық отбасылық институтқа қарсы жұмыс жасалған дүние болып санала ма? Мақсат солай ма, миссиясы? Мақсат бұл жерде міне бұлар бастап берді, қоштағаны өздеріңіз білесіздер, жаңа былтырғы Салтанат Нүкенованың өлімі. Сол Салтанат Нүкенованың үйінде емес, сыртта болды ғой, енді кафеде болды. Сол Салтанат Нүкенованың жағдайынан кейін оны ашық сот қылып, оны 6 ай былайша айтқанда халық кәдімгідей күніге сериал ұқсап күтіп отырды, каждый процесін. Сөйтіп жүріп, ол заң өтті. Бірақ ол заңның ішінде жаңағы алдыңғы сол біз 20-шы жылғы редакциясынан өзгерткенімен ішіндегі басқа бұйымдар, басқа бап пен тармақтарды жан-жаққа былайша айтқанда таратып жіберді. Дәл сол редакцияда өткен жоқ, бірақ десе де зорлық-зомбылыққа қарсы заң өтті. Мен зорлық-зомбылыққа қарсымын. Кез келген отбасында егер
шектен тыс кетіп қалған зорлық зомбылық болса, әлбетте оған қылмыстық іс бар бізде. Және де бізде отбасы кодексі бар, кодекс о браке семье бар, және әкімшілік кодекс бар. Міне осы 3 кодекстің ішінде де үйдегі болған жағдайдың кез келген шаруаны бітіруге болады. Бірақ бұл жерде зорлық зомбылыққа бөлік қазір ауырлатты ғой. Енді ауырлатса жарайды. Бірақ бүгінгі күні, мына бүгін ғана мен бір жағдайды естіп келе жатырмын. Бір апайымыз кездестіріп қалдым да, сол апай айтып отыр. Өзімнің келінім дейді. Келін болғанда ағайынды келін, 3 баласы бар. 12 жыл отбасылы болған. 12 жыл жаңағы бір шаңырақтың астында тұрып, жаңағы келіні ажырасып жатыр. Неден деген кезде мен осы уақытқа дейін өмір сүрмеппін. Мен, оказывается, жаңағы дұрыс болмапты, ажырасам деп жаңағы. Гештальттар жабылып қалған ғой. Қазіргі коучтар тілмен айтқанда. Міне сондай коучы бар, басқасы бар. Былайша айтқанда, біздің Қазақстанда осы зорлық зомбылықты сондай қылып көрсеткісі келді. Бірақ сол 20-21 жылы біз жалпы әлемдік деңгейде қараған кезде сол зорлық зомбылықтың нағыз қып-қызыл болып тұрған жаңағы несі, карталары жаңағы өзі неде бар, Гуглда қарасаңыз, сол қай мемлекеттерде зорлық зомбылық өршіп тұр. Жасыл, қызыл, сары деп түске бөліп қойған. Мысалы, сол қып-қызыл бордовый болып тұрған сол ақш-тың өздерінде-ақ екен. Тегі зорлық зомбылық әлем бойынша жоқ деп айтуға болмайды. Біздің мемлекеттегі зорлық зомбылық оларға қарағанда жаңағы былайша айтқанда мәмілеге келетін зорлық зомбылық сияқты да. Бірақ енді қараңыз, зорлық кез келген зорлық зомбылықтың артын қазбалап, сараптап қарайтын болсақ, қараңыз, бір отбасы, бір отбасы үйінде күніге ұрыс керіс. Мысалы, бір 2-3 баласы бар, жас отбасы дейік. Әйел жұмыс істейді, мұғалім, болмаса пол жуады, біресе болмаса пирожки пісіріп жүр, болмаса тағы басқа. 3 баласы бар, кішкентай шақалақ. Сонда күйеуі лудоман, ставкаға кіріп кеткен. Ақша таппайды, үйіндегі жағы әйелінің тапқанын барлығын ставкаға құртып, балаларының пособиясында, әйелінің айлығында бәрін ставкаға құйып тастайды, аяғында жағы үйін тақылдатып, жағы нелер кеп тұрады, бандиттер кеп тұрады. Ол үйде ұрыс керіс болмай не болады? Береке кетті дейсіз. Береке кетті. Ал сонда кім кінәлі бұл жерде? Лудоманияны тоқтатуымыз керек. Тағы бір отбасын алайық. Бір отбасы, дәл осындай отбасы, күйеуі жаңағы арақтан көз ашпайды. Арақ ішеді, арақты ішкенде де жаңағы белая горячка дейді ғой. Сол белая салынып ішеді. Салынып ішеді, сол белая горячкаға дейін барған кезде ол адам жаңағы санатынан кетіп қалады. Ол адамды жаңағы дәл мысалы кім Айбек десең, оны Айбек деп санауға болмайды. Өйткені ол қазір өз-өзін контроль етіп тұрған жоқ. Ол қазір мына белая горячка болмаса арақтың несімен, күшімен ол мүлдем басқа адам. Ол әйелін ұрып жатыр ма, болмаса баласын ұрып жатыр ма, ол білмейді оны. Ал енді айналып келген кезде не? Айналып келген кезде тағы да мынау арақ шарап, доступный арақ. Енді қала берсе, тағы да синтетика кірді қазір бізде. Синтетика қазір мефедроны бар, метадоны бар, басқасы бар. Меф дейді, соның барлығы қазір қолжетімді. Қазір ол енді білмеймін, өте көп тарап кетті. Енді қараңыз, сол наркотикалық ненің веществомен санасы былайша айтқанда ауып кетіп қалған адам, синтетикамен секеңдеп жатқанда. Синтетикамен секеңдеп жатқан адам, ол мына әйелін ұрып жатыр ма, ол оны жаңағы әйелі бірдеңке деп әшейін жай айтқан сөзі ананың құлағына бір мынандай бір дүние болып естіледі, барады әйелін төмпештеуі мүмкін мысалы. Міне сондай семьялар болуы мүмкін. Енді қараңыз, мына жерде лудоман, мына жерде наркоман, мына жерде алкоголик. Енді тағы бір төртіншісі, ол жұмыс жоқ. Мысалы, бейшара жұмыс істегісі келеді, бірақ кешке дейін басын салып жатып, анда барады, мында барады, не жоқ, шабашкаға шығады, болмаса шықса ақшасын бермейді. Әйтеуір жұмыстықтан өзін жеп, үйіне келеді, үйіне келген кезде ана әйелі мені тағы да жейді, содан кейін ол бір шыдайды, 2 шыдайды, 3-ші рет көрсеткізеді, бітті, сонымен не малшыдан бірақ шығады анау. Міне, яғни осындай отбасылар бар. Проблема бұл жерде біз зорлық, зомбылық деп, біз тек қана жаңағы салдарымен күресіп жатырмыз да. Ал біз неге оның последствиясымен, біз неге оның причина себебімен күреспейміз?
себебін күрестірейік, себебін тоқтатайық. Наркотикті тоқтатсын, алкогольді қымбаттатсын, жасын неғысын, бірақ енді қанша жасын үлкейтсе де жаңағы 21 жастан жоғары қарай ма амалын табады. Яғни бізде құртып бара жатқан осындай дүниелер. Міне дәл қазір мен осыны айта аламын. Алкоголь, жаңағы наркотик, лудомания. Міне осы игорный бизнес. Жұмыссыздық. Осы 4 мәселе, осы 4 проблема шешілетін болса, біздің мемлекетте білмеймін, әжептәуір отбасылардың бәрі орнына түсетін еді. Енді ал келеді да, аяғында жаңағы наркоманның ұрғанын зорлық-зомбылық дейді да, ол наркоман мысалы, ол жұмыссыз, ол жаңағы алқаш, бірақ оны аппаратта түрмеге қамалған үшін оны тағы да үкіметтен ақша бөліп, ол тағы да жаңағы немен қазынадан тағы ақша бөлінеді оған. Мысалы бір наркотикті, бір наркоманды, бір алқашты былайша айтқанда мемлекет асырайды дейсің. Иә, асыраймыз. Енді бұл жерде проблемаға кішкене масштабына қарап, бұл халықтың да санасын ояту керек. Халық та негізі бізде саналы түрде наркотиктің жаман екенін білет, бірақ соған барады. Арақтың жаман екенін білет, өзін жағы шамасына әліне келіп ішпейді, білет 2 стаканнан кейін қылжиятын, бірақ сонда да барады да ішеді. Яғни бұл жерде біздің адамдардың иманы кетіп отыр. Біз о баста не нәрсенің стержені, мына жерде біздің қазығымыз, былайша айтқанда, кәдімгідей кез келген мына жағы болсын, қай жағынан жау келсе де, біздің ішкі стерженімізді қатайтпай, біз осы кеткеннен кеткенбіз. Құздан құлап бара жатырмыз. Енді мына мәселеге оралайықшы, бағана не молчиді айттық қой. Бұл айналдырып келіп, Салтанат Нүкенованың оқиғасын басқаша пайдаланып кетті. Екінші, Салтанаттың бауыры Айтым Нүкеновке қатысты да, оны Рахмон Ошақбаевтың нақсүйері де дейді, әртүрлі. Яғни ол да бір сол ЛГБТ ұйымының мүшесі дегенде ақпараттар тарады. Яғни бізде жалпы қалай мына сіздің айтып жатқан сериалыңызда меніңше детективке шытырманнан шыға қалдым да, осы жерін айшықтап беріп кетіңізші. Қалай болып бұл жерде олай да болуы мүмкін. Енді түркі әлпетіне қарап адамды сен мынандайсың деп нақтылап айта алмайсың, бірақ шамамен солай болуы мүмкін деген ой келеді. Мысалы, жағы шөптің басы жел тұрмаса қимылдамайды ғой, сондықтан халық қалпайтпайды деген сөз бар тағы да. Дым не бывает без огня дейді орыстар. Сондықтан кім біледі, олай да болуы мүмкін, бірақ бұл кісі қазір өткен жолы осы мына кімнің марқұм Шерзаттың ісімен айналсам деп бастап, бірақ ары қарай бас тартып, әйтеуір өздерінің ішінде бір шымшытырақай бір дүниелер болып жатыр. Бұл жерде де мен ойлаймын, бұл фондта батыстан грант алу мүмкін. Мысалы, енді олар бізге мына расчетный счетін көрсетпейді ғой, бірақ менде сондай күдік бар. Бұндай ұйымдарды батыс бейжай қалдырмайды. Бұндай ұйымдарды тіпті қала берсе, осындай ұйымдарды олар өздері жасауға барлық мүмкіншілікті жасап алып келу мүмкін. Сондықтан енді бұндай ұйымдар қарап отырсаңыз зорлық-зомбылыққа қарсы, сол зорлық-зомбылықтың жаңағы жәбірленушілер ма, сол жертвы, сол зорлық-зомбылық құрбандарымен дарына көмектесетін ұйым болады да, бірақ оның это чемодан с двойным дном. Оның арғы жағында тағы да подводный камни бар. Мен өзім солай ойлаймын, мен өзімнің жеке пікірім, мен өзім сондай күдігім бар. Өйткені мына заңды сол қанша жылдан бері бұл заңды сүйрелеген. Бұл заңды неге сонша сүйрелейді деп ойлайсыз мысалы. Соншама айдаладағы мұхиттың ар жағында болмаса басқа біздің ішімізде болып жатқан дүниеге неге соншама бұлар шырпыр болады?
ойлаңызшы, бір тегі бізге қатты жаны ашиды деп ойлайсыз ба? Айдада мысалы кез келген сырттан келген фондтары болсын, қорлары болсын, бізге осыншама қаражатты құйып, неге олар біздің жаңағы ішкі, былайша айтқанда, болмысымызға, ішкі саясатымызға сонша келекседі? Мысалы, бір жаңағы не қит етсе, жаңағы адам құқығы, қит етсе әйел құқығы, бала құқығы деп жамылады да, бірақ қарап отырсаңыз, мына осыған куә, мына бір жынысты феминистердің, феминист деп айтады, бірақ феминизмді жамылып жүрген бұлар лесбияндар ғой. Мынау Гүлзада Сержан мен Жанар Секербаев ол кәдімгі ашық түрде лесбиянкалар. Бір жыныс екеулерін олар ашық айтып жүр. Бірақ олар митингке рұқсат алған кезде әйел құқығы, бала құқығы дейді. Адам құқығы дейді, қалай берсе. Бірақ жеме-жем келген кезде көшеге шықсаңыз ЛГБТ-ның жалауын жауып алады да, біз жаңағы феминистер біздің Қазақстандағы лесбияндардың, жезөкшелердің де құқығын қорғайтынымызды баса айтамыз деп тұрып шығады. Қараңыз, бұл жерде олардың айтқан бала құқығы қайда, олардың айтқан әйел құқығы қайда? О баста жаңағы жазып рұқсат алады ғой. Сол кезде митингке рұқсат алған кездегі тақырыптары қайда, ал жеме-жемде болып жатқан дүние қалай? Сондықтан бұл жерде кез келген осы тырнақша ішіндегі жанашырларға, тырнақша ішіндегі жаңағы қоғамдық қорлар біздің осы тегі біздің жаңағы қалай айтсам дейді, отырымызды қасып, сөйтіп керемет осы жанашырлықтарын білдіргісі келген қорлардың барлығына күмәнмен қарау керек. Жаңағы не все золото что блестит дейді ғой. Барлығы жылтырап сыртынан ойбай керемет дегенімен ар жағындағы кез келген қаржыландырып жатқан фондтардың артында бір саясат жатады. Жалпы келіп керемет ой бөліскеніңізге рахмет. Бағана бір ой келді маған, Мартин Лютер Кингтің айтатыны бар. Маған жамандардың айқайлағаны емес, жақсылардың үнсіз қалғаны қорқынышты деп. Сол себептен біздегі кез келген елдің ішіне іріткі болып, індет болып кіріп жатқан дүниеде үндемей қалмауға тиістіміз. Бәріміз де осы елдің бүтіндігі, амандығы үшін қызмет етуіміз керек. Осы жолда істеп жатқан ісіңізге Құдай берекесін берсін. Рахмет. Дүние тұрғанша тұрыңыз. Көп рахмет. Аумин. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.